Менің 5 класста оқитын балам маған бүгін гей боламын деп айтты. Сен өзіңнің әкелеріңнің, аталарыңның немен айналысқанын білсең, все уже сен өзің немен айналысатыныңды түсіне бастайсың. Саған не жақын екенін түсіне бастайсың. Қазақтың мәдениеті ол қандай? Не мәдениеті? Евразияда қайтадан бұрынғы біздің бабаларымыздың рухы, бұрынғы бабаларымыздың құрған мемлекеттік емес, біздің әлсіз болғанымыз қажет. Ол біз үшін сенім, бірақ біреулер үшін құрал. Біз соны ұмытып жатырмыз. Кейбіреулер жүр ғой қазір, өкінішке орай жаңағыдай намаз оқымайтын адамның бәрін кафир деп. Мен айтамын, кімсің сен кафир дейтін? Басым бәлеге қалды. Расын айтайын, осы жерде айтып бергім келіп тұр, кәдімгі көретін адамдарға да естісе деп тұрмын. Балық басынан шірейді, бірақ оның құйрығынан тазалайды. Шыңғысхан қазақ деген әңгімені көтеріп көр интернетте, жанағың бәрі жетіп кетті саған. Оларды сен бір дастархан басына отырғыза алмайсың. Арнаны ауыстырып жіберу ол саяси технология. Кенесары қазақтың соңғы ханы деп насихаттай бастаған кезде бізге жаңағыдай қармақ лақтырып жібереді. Біз мықты қырғыздармен қырылысып кетеміз, мықты өзбектермен. Кенесары жөнімен қалып қояды. Кенесарының қазақ қоғамы үшін қандай реформа ұсынғанын немесе не істегенін ешкім білмейді, көпшілік. Сәлем қымбатты көрермен, қымбатты тыңдарман. Бұл қоғам дауысы подкасты. Біз осы қоғамның арасында жүрген, қоғамды ойландырып жүрген, толғандырып жүрген сұрақтарды талқылаймыз осы біздің подкастымызда. Бүгін бізде қонақта Азамат мырза мен Абзал мырза. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Шүкір Алла деп. Жалпы соңғы кездері ғаламторда, әлеуметтік желіде ұлттық код туралы көп әңгіме түртеді. Ұлттық кодымыз осындай. Жақында ғана бір оқиға болып еді ғой, Ақтөбеде. Мешітке бір қыз келіп, жаңағы бір жігіт бір қисық қимылдар жасап, одан кейін Баян Алагузова ханым өз пікірін айтып, одан кейін бөлінді ғой, екі жаққа айқай-шу кетті. Сонда ұлттық кодымызға сай келмейді, ұлттық кодымыз осындай. Жалпы біздің сіздердің ойларыңызша ұлттық кодымыз қандай? Не қазақтың ұлттық коды деген? Қайырлы күн, рахмет. Жалпы ұлттық код. Енді менің ойымша, жеке менің пікірім бойынша ұлттық код ол әрбір ұлттың өзінің бір айырмашылығы болады өзгелерден. Мысалы біздер қытайлықтарды білеміз, кез келген фильмде де, қайбір дүнияда да оларды бір керемет құрылысшы қылып көрсетеді. Ол оларда ежелгі дәуірден қалыптасқан. Мысалы сол Қытайдың бірігуінің өзі алғашқы императоры Цин Ши Хуандидің кезінде олар сол үлкен елінде соғыстар, неше түрлі мемлекеттерге бөлініп жатқан біріктіру мақсатында олар бір үлкен құрылыстармен айналыса бастады. Жаңа ол Қытай қорғанын салды дейміз, одан бөлек үлкен каналдарды, осы құрылыстардан кейін олардың дағдысына еніп кеткен сияқты. Сондай бір өздерін керемет құрылысшы ретінде біздің Қазақстанға да айтып отты, Каспийдің үстімен мост салып береміз деген секілді. Немесе немістерді алуға болады. Немістердің өздері ежелден сол бір сапаға мән береді. Качество, немецкий качество деген. Дисциплина. Ол енді Жапонияда көбіне дисциплинаға акцент береді мысалы. Сол секілді қазақтың өзінің ұлттық коды болу керек. Ол бар, бірақ біз оны жоғалтып алдық. Қазір көбісі түсінбейді. Біздер енді тәуелсіздік алғалы түрлі өтпелі кезеңдерден өттік. Ол түрлі наным сенімдер біздің барлығымызды қоғамның бизнесмен қылуға тырысты. Барлығын бірдей жаңағы тәуелсіз демократический қоғамға айналдырғысы келді, немесе бір діни көзқарастарға сәйкес өзгерткісі келді. Бірақ кез келген қазақ өзін бақытты сезіне алмады. Себебі ол ұлттық код ол адамның тек сыртқы болмысы емес, ішкі дүниясымен байланысты болу керек деп ойлаймын өз басым. Қазақтың ұлттық коды деген кезде біз тарихымызға қайтадан терең үңілуіміз керек. Себебі біз жаңағы айтып отқандай Қытай ежелден бері сол дүниямен айналысып келе жатыр, немістер ежелден бері сол дүнияға айналысып келе жатыр, жапондар да. Қазақтар ежелден бері неме айналысып келе жатыр деген сұрақ туу керек та. Соның айналасында біз бүгінгі подкастты өрбітейік, Абзал пікіріңді айт. Давай. Ассалаумағалейкум. Тағы да негізі тарихшыдан кейін сөйлеу қиын бұл жөнінде. Қиын. Шынымен айту керек жаңағы. Менің ойымша бұл ұлттық код деген ең бірінші жаңағы тарих, ол түсінікті ғой барлығы, бірақ әр ұлттың өзінің бір мәдениеті бар ғой. Иә. Мысалы Қазақта да өзінің мәдениеті бар, ешкімге ұқсамайтын. Жалпы бізде бар дүние оларда жоқ, оларда бар дүние бізде жоқ деген сияқты. Сондықтан
мен айтам, ең бірінші ұлттық код дегеніміз ол қазақтың мәдениеті. Қазір енді негізі қазақ халқы неше түрлі сұрапыл замандардан өтті ғой. Соның ішінде жаңағы мәдениетіміздің ішіне басқа жақтан дүниелер кірді, бір түрлі идеологиялар кірді, неше түрлі дүниелер кірді, бірақ соның өзінде қазақ болып қалды өзінің осы мәдениетінің арқасында деп ойлаймын мысалға. Сондықтан ұлттық код деген бұл менің ойымша, жеке менің ойым, ол нақты деп отырған жоқпын, бұл мәдениет. Қазақтың ешкімге бергісіз, ешкімге ұқсамайтын мәдениеті. Енді осы мәдениеттің сұрағымен келген кезде ғой талас болатын әр уақытта, себебі енді жаңағы енді айтып өткен оқиғада да мысалы Баян ханым айтты, балаларымыз мұсылман болмаған. Мысалы ислам діні кірмеген, біз жаңағы тәңірге сенетінбіз, сөйтіп сондай не болғанбыз деп, халық болғанбыз деп. Одан кейін кетті ғой енді мына жақтан жоқ, қазақ хандығынан бері бізде ислам бар, бізде дін бар, жаңағы. Бірақ қарама-қайшы дінге қарама-қайшы келетін біздің өзіміздің дәстүрлі бір мәдениетімізге сәйкес нәрселер бар деген сияқты. Сол моментте мысалы жалпы мәдениет деп айтамыз, қазақтың мәдениеті ол қандай? Не мәдениеті? Біздің тарихымыз, жаңағы Қазақстан тарихына да терең үңілейік деп айттық қой. Тарихымызды жойғандар бар, кейбір тарихи факттарды бұрмалаған кездер де бар. Соны жалпы осында да бір талқылау өтейік. Сосын енді мәдениетіміз екен түсінікті. Қандай мәдениет? Не мәдениет? Осының бәрін талқылап жіберейік. Мен сөйлейін бе? Енді мәдениетті өзіңіз түрттіңіз. Ең бірінші сіздің айтып кеткен ең бірінші тақырыбыңызды айтайыншы, Баян Алагөзова дедіңіз ғой. Мен өзім негізі сол Ақтөбе қаласының мешітінде не болған еркекше көрген жоқпын. Естідім былай, бірақ мән берген жоқпын. Содан кейін менде жаңағыдай әлеуметтік желілерден шығып жатты Баян Алагөзованың жұбайының сусынына бойкот деген нәрсе. Мен сол кезде қарай бастадым, не үшін бойкот болып отыр, не қылып жатыр? Бір ай бұрын бәрі қолдап жатыр еді. Бір ай бұрын ойбай үй берді, нағыз ер азамат екен, керемет деп кәдімгідей сөйтіп жатты да, бір айдан кейін бойкот дейді. И былай қарап отырсам, бұл сол жаңа Баян Алагөзованың айтқан темасына қарай осындай дүние болып жатыр. Жалпы мен ойлаймын, бұл жерде рухани аштық. Сол бойкот жасап жатқан адамдарда рухани аштық. Неге? Біріншіден, ол жерде қазір ойбай күйеуі ғой ол деп айтуы мүмкін, бірақ күйеуінің бұл жерде қатысы жоқ. Ол күйеуінің аузынан шыққан сөз емес, Баянның аузынан шыққан сөз. Ең біріншіден. Сондықтан жасайсың ба бойкотты, клиптеріне жаса, киноларына жаса, тағысына жаса, бірақ ана жаққа тиіспей қой. Всех под одну гребенку болып кетті да, ана жерде бір сөзбен айтқанда. Және әр адамның өзінің пікірі бар айтарға. Баян айтты, мен оны қазір қорғап отырған жоқпын. Баян айтты, значит, ол солай ойлайды. Және біз зайырлы мемлекетпіз, демократиялық мемлекетпіз дейміз да, онда ол бір-біріміздің аузымызды жауа берсек, билікке қандай әңгіме айтамыз деген. Түбі не болады бұның ертеңгі күні? Түбі не болады? Мысалға, онда жүрейік, онда бәріміз кәдімгісі бет аузымызды тұмшалап ап, қарсы сөйлеуге құқымыз жоқ, айтарға сөзіміз жоқ. Ол сондықтан мен бұл жерде бұл дүниені рухани аштық деп ойлаймын. Потому что не істерін білмей кеттік. Ондай адамдар бар өкінішке орай. Екінші дүние мәдениет. Жаңағы айтып отырғаным, бұл тақырыптан сол темаға алып келуге болады. Себебі Алтын Орда кезеңіне барсаңыз, мысалға, Алтын Орда кезеңінде біздің жерімізде кәдімгідей неше түрлі дін өкілдері болды. Неше түрлі жаңағыдай мәдениеттер болды, тілдер болды, ділдер болды деген сияқты. Бірақ Алтын Орда мемлекетінің басты мынандай бір дүниесі болды да, ол ешкімнің дініне тиіскен жоқ. Және сенің дінің дұрыс емес, мына дінді ұста, және былай ұста бұны деген әңгіме айтылған жоқ ол жерде. Барлығына бірдей көзқараспен қарады, барлығын сыйлады. Қазақтың мұсылман болғаны хақ. Мысалға, хақ, бірақ қазіргі таңда өкінішке орай, мысалға біздің ата-бабамыз, қарап тұрсаңыз, біздің ата-бабамыз өте дарынды кісілер болған негізі. Олар дінді қабылдаған кезінде, олар бәрібірде взвешивать еткен ғой барлығын. Біздің ырымымызға, біздің жаңағы салт дәстүрімізге қарсы келе ма, келмей ма? Егер қарсы келетін дүние болса, олар қабылдамас еді. Себебі олар ата-баба бізге қарағанда болашақты ойлады да, артын ойлады. Ертең ұрпағым деген әңгімені айтты да. Ал былай алып беретін болсаң, қазір чересчур қиындатып жіберді ма? Баяғыда
шынымен де кішкене бір басқаша елестететін еді, қазір басқаша болып бара жатыр мысалы. Сондықтан бұның бәрі жат идеология деп білемін да. Бұл жат идеология қазақтың мәдениетіне мүлдем келмейді. Қазір ғана бұл жаққа түсірілімге келе жатқан кезде трецті оқып келе жатыр едім. Жазып бір енді Құдай өзі кешірсін дейді, бірақ нәпсі сөзі бола тұра нафс деп айтып, береке сөзі бар да баракат деп айтатын адамдар түсінбеймін деп жазып жіберіпті да, соның жаңағы астында бір пікір жаңағы. Сонда сендер red flag деген сөздерді қолданасыңдар, окейді қолданасыңдар, мынаны қолданасыңдар, сонда араб сөздерінен қорқасыңдар ма дейді. Ол пікірмен кішкене келісіп тұрмын да, енді жалпы біз енді ағылшын тіліне кірме сөздерді келген кезде енді өзінің әрбір адамның өзінің қақауы, енді қалай сөйлесе де. Одан кейін екінші бір пікір бар екен, соны айтады. Сонда сендер дейтін дейді, енді жаңа не істеп жатқан ғой, жақтап жатқаны ғой. Айтады, сіздер қолдарыңызда шетелдік iPhone ұстайсыңдар, жаңағы немецкий машиналарды айдайсыңдар дейді да, сонда не арабтың сөздерінен қорқасыңдар ма дейді. Мен сол кезде жазғым келді да, әлі бірақ оқып отыр едім, біреу жазып жіберіпті уже, айналайын дейді. iPhone сөзінің қазақша нұсқасы болса, қазақша нұсқасын айтар едім дейді. BMW деген сөздің қазақша нұсқасы болса, мен оны айтар едім дейді. Біз енді iPhone деп айтып жатырмыз, себебі оның атауы сондай дейді. BMW деп айтамыз, атауы сондай дейді да. Енді деген біздің өзім, енді мысалы, баракат сөзінің қазақша аудармасы болмаса, мүмкін бізде баракат деп айтар едік дейді. Бірақ оның береке деген сөзі бар ғой, неге бұрмалаймыз дейді. Не сияқты ғой? Қалай жаңағыдай. Ифтар дейді ғой біздікілер. Ифтар жарайды. Оны айтып мен шаршадым. Мен алдында бір сөз исраф дей ма? Бізде ысырап қой. Алдында мен өзімнің әлеуметтік желімде, Инстаграм парақшамда біреу жазып жіберіпті. Абзал, қазіргі қазақтың тойлар не ойлайсың? Ол исраф қой деді ма? Сол арабша мағынасын айтты да. Бір жазғым келді анағанше, көке, өзіңнің тілің тұр ғой, сөйлей берші, ысырап деп айтшы, ысырап деп. Бүкіл әлемді жаратушы Алла, сен тіліңді де жаратты, сені де қазақ қып жаратты, көкем-ау түсінеді ғой қазақша айтсаң деген сияқты. Жоқ, бірақ ол еліктеу. Әшейін ол қазір мынандай болып кетті ғой, есіңізде болса, Совет өкіметінің кезінде мынандай бір дүние болды ғой. Орысша білмесең, сен екінші саттағы адамсың деген сияқты дүниелер ше. Қазір дәл сондай показуха болып бара жатқан сияқты менің ойымша ше. Жаңағындай арабша сөйлесең, сен бөле жаңағыдай білімді, бөле Құдайға жақын, сондай болып көрінгісі келетіндер көбейіп кеткен сияқты менің ойымша ше. Бірақ келсем. Мен үшін ол қате. Бүкіл әлемді жаратушы Алла, сен қай тілде сөйлесең де сен түсінеді. Қазір бұл үшін менің артына хейт кетеді. В общем, жазады, ысырапшылар емес, исрафшылар жазады маған қазір. Аллаға шүкір, Құдайға шүкір емес, альхамдулиллахтар жазады қазір маған по полной. Бірақ менің өз ойымда қалам. Осы ойым. Бұл негізі қоса кетейік, жаңағы тақырыптың аясында бұның барлығының болу себебі, мен ойымша, абзал ұлттық идеологияның жоқтығы. Ұлттық идеология бізде бар ма деген сұрақ туындайды ғой енді. Былай қарап отырсаң, тәуелсіздік алғалы біз жаңа мемлекет құрамыз дедік. Қазір міне мәңгілік ел боламыз дедік. Мәңгілік ел деген идеясының өзі 10 жыл бұрын айтылған, бірақ толық қоғаммен қабылданған жоқ, түсінген жоқ ешкім. Не ол мәңгілік ел? Жақсы бір әлемдік мемлекет. Оның шығу өзіндік себебі бар ғой. Неге аталарымыз бұл ежелгі түркі дәуірінен атқан дүние, неге олар мәңгілік ел қыламыз деді? Себебі сен біздің тарихты қарасаң, біздің мемлекетімізді бірнеше рет құлдыратып, бірнеше рет ықпалға түсіріп, бірнеше рет ұлт азаттық көтерілістер болып қайтадан жанданып отырған. Сондықтан да ата-бабаларымыздың алғашқы бір мақсатының бірі осы елді сақтап қалу. Мысалы, міне Қазақстан Республикасы құрылды ма? Енді оны ешкім құлдыратпау керек, енді оған сыртқы идеологиялар кірмеу керек, енді ол мәңгілік болу керек. Себебі бұл ата жолы. Біздің қай ел болса да, осыған дейін қалай ол аталса да, бізді жан-жақтан жауларымыз құлдыратты. Сондықтан осы идеологияны қоғам әлі қабылдаған жоқ сана деңгейінде. Біз осы бағытта жүрсек, Қазақстанда өмір сүретін жаңағы қандай діни наным сенім болсын, қандай тіл болсын, олардың барлығы осы сенімге бірігу керек. Яғни Қазақстанның тәуелсіз, еркін өмір сүруі ол мәңгіге созылуы. Менше, жалпы осы бір подкаст айттың, да? Вроде бы қазір осы жерден де айта кетейінші. Мен негізі
тәуелсіз деген сөзден арылу керек деген ой бар менде қазір. Себебі енді 35 жыл өтті. Тәуелсіз деген сайын тәуелді екенімізді, кезінде тәуелді болғанымызды нақтылай береміз да. Ол да бар, Әр жерде біз тәуелсіз, біз кезінде тәуелді болдық, а вот қазір тәуелсіз емеспіз дейді да. Мен сол кезде енді біраз жылдан бері енді армандаған, ата бабаларымыз армандаған тәуелсіздік, жаңа өзіміздің әке шешелеріміздің армандаған тәуелсіздігі. Бірақ енді 35 жыл өтті, сол сөзді уже қояйық деген ой. Мен андай енді мексиканецтар, мысалы, Испаниядан зардап шекті ғой. Испаниядан зардап шеккен тәуелсіз Мексика дегенді естімеппін ешқашан. Жаңағы тағы қандай елдер көп қондай премьерлер. Кезінде осы біз осындай жерлерден тәуелсіз деп айтатындарды көрмеппін да. Сондықтан да біз мысалы біз тәуелсіз деп айтқан сайын біреуге тәуелді болғанымызды мойындаймыз. Мен бұл жерде негізі былай ойланатын нәрсе, бірақ мен әрдайым айтамын, біз тәуелсіздік алдық дейді ғой 91 жылы. Мен әрдайым айтамын, біз тәуелсіздік алған жоқпыз. Біз тәуелсіздігімізді қайтардық. Тәуелсіздік алу деген ол басқа. Біз тәуелсіз халық болдық, тәуелсіз мемлекет болдық. Бірақ өкінішке орай бір айырылып қалдық, бірақ біз алған жоқпыз, қайтардық. Соны шатастырмаңдар деген әңгімені мен өзімнің ойымда әрдайым айтып жүремін. Енді былай қарап отырсақ, қазір егер де сол ракурспен қарайтын болсақ, біздің қазір көршілерімізге тәуелді деген сияқты жаңағы идеялардың нелері болады дейді. Бірақ оны әрі қарай қазбаласаң, қазір әлемде тәуелсіз мемлекет жоқ. Бәрі бір-біріне белгілі бір жағдайда тәуелді. Бірақ сонда да тәуелсіздік өзінің өзектілігін жоғалтпайтын сияқты. Себебі жаңағы айтып отырған кезінде Ұлы Жібек жолына толықтай иелік еткен ғұндар болсын, түркі қағанаты болсын, Шыңғыс ханның империясы болсын, олар керісінше өзінің тәуелділігін өзгелерге таратып, өздері ешкімге тәуелді болған жоқ деп айтуға болады да. Осы бір ракурстан алып отыр. То есть біз бүгінгі жаңағы Ресейге, не Қытайға, не басқа ақш-қа, Еуропа елдеріне бір тәуелдіміз деген сияқты емес, ана тарихтағы тәуелсіз мемлекетке айналу. Енді жалпы мына ұлттық идеологияны мен келісемін. Бізде әлі күнге дейін бір андай әр жерде айтылады ғой, еліміздің ұлттық идеологиямыз мұндай болу керек, Қазақстан идеологиясы осындай. Жалпы бірақ қанша тоже осы бір подкастта қонақтарымыз айтты, жоғарыдан келетін мемлекет тарапынан келетін идея халыққа сіңбейді. Концепциялар өте жақсы. Негізі рухани жаңғырудың қаншама ұрысса да, мысалда қаншама ол идеяны енді реализацияға келген кезде шығарып тастаса да, жалпы идеясының өзі, документтің өзі, проектті оқысаңыз өте күшті концепция негізі. Мәңгілік ел де өте күшті концепция. Бірақ сіңбейді қоғамға. Жоғарыдан келген тақырыптардың бәрі сіңбейді. Сондықтан менің ойымша астынан көтеру керек сияқты да оны. Іштен көтеру. Қазір заростық дейді, зародыш бар бізде. Шүкір, бүкіл жастардың бәрі қазақ музыкасына, қазақтың ұлттық киіміне, ұлттық ою өрнекпен әшекеленген қазіргі заманның киімдерін киюге жастарда, үлкен кісілерде кетер емес негізі. Енді осы жақтан бір көтеріп көрсек, жалпы ал талқылап көрейікші осы жерде. Енді бәрі айтады ғой біздер, сөйлей бересіңдер, өздерің бірдеңе ұсынып көріңдерші деп, ал ұсынып көрейік. Жоқ, расымен де астынан көтерген негізі дұрыс-ау деген ой болады. Неге? Ең бірінші елдің біздің жоғары жақта тұрған кім? Ол біздің президент. Ол өте андай білімді және идейный адам ғой негізі. Ол айтады, бірақ өкінішке орай астында отырған кейбіреулер, депутаттар болсын басқа, сәл басқа идеологияда жүрген сияқты ма деп ойлаймын да, менше. Себебі идея мощный, келе жатыр, давай, бас. И сіңбей қалады да, ары қарай. Сондықтан қазір біздің президент сол нәрсені біліп отырау деп ойлаймын да, себебі қазір социальный сетте свобода слова, яғни сөз бостандығын берді. Давайте, айтыңдар деп. Мынандай қызық болды. Осы соңғы олимпиада жаздық. Париж олимпиадасы болды емес па? В общем, Париж олимпиадасы болады. Рыбакинаның случайын білесіз, жаңағыдай Рыбакина мен Путинская екі теннисист қыз енді біздің азаматтығымыз алған, бірақ белгілі бір себептермен бармай қалады да Парижге. Бірақ
біраз уақыттан кейін барады да бірден бір жарысқа қатысып жүр да мысалы. Сол кезде мен тұрып айқайлаймын ғой, бұл не деген сұмдық, бізге легионер керек емес, дәл осындай болатын болса деп айқайлаймын. 4 күннен кейін ба, 3 күннен, анау видеом жақсы жинадым. 3 күннен кейін ба, 4 күннен кейін ба, Тоқаев бүкіл бәрін жинап алғанда спортсмендерді награждать етіп отырып, бізге легионер керек емес деген әңгіме айтады ғой. Я такой думаю, ладно, хорошо. И балалар прикол ұстай бастады, не естіп қойды ма не сен деп, білмеймін дедім. Сөйтіп мен тұрамда Қайрат футбол клубының Кержаков не болды ғой, бапкері болды ғой. Астанадан ұтылды. Астана шаршап тұр, бірақ Қайрат ұтылып қалды содан былтырғы жылы. Мен айқайды салам. Ан жақта видео түсіріп отырмын. Неге ресейлік маманды аласыңдар? Олар әлі баяғы Лобановскийдің системасымен жүр. Ауыстыру керек. Болмайды, мынау деймін. Ертесі күні Кержаков ұтылып сөйтті. Вот, шын, вроде сәйкестік. Идеология туралы айтыңызшы. Сол сияқты бұл жерде мынандай нәрсе бар да, астынан берілген дүние жақсы, себебі астыда жастар көп. Өкінішке орай біздің қоғамда жастар астыда, жоғары жақта әлі ағаларымыз отыр да. Одан кейін үлкен географиямыз біздің, жалпы менің ойымша, себебі мысалы сіз қай жақтансыз? Алматыдан. Сіз Ақтөбеден. Мысалы Ақтөбе облысының бір аймақтары бар ғой, мысалы кішкентай ауылдардың, ол жақта қазақ тілімен проблема бар ма? Қазіргі деңгейде көтерілетін мәселелер бар ғой, мысалы мына қазақша сөйле, қазақша сөз. Менің ойымша, ондай аймақтарда ондай проблема жоқ. Вообще ешқай жерде. Мен де өзім ауылда өскен жігітпін. Біздің жақтағы мысалы орысың бар, қазағың бар, немісің бар, кореяң бар, бәрі тап-таза қазақ тілін меңгерген. Жақсы сөйлейді. Енді субъективті ойым бойынша әрбір қаладан алыстау аймақтардың бәрінде бәрі сондай ситуация деп ойлаймын енді. Сол кезде жаңағы мысалы енді әлеуметтік желідегі көтерілетін мәселелердің бәрі, әсіресе осы Алматы мен Астананың несінде ғой, призмасынан көреміз ғой енді біз. Мен сол кезде ойлаймын да, мына жақтағы проблемалар ана жаққа вообще не проблема. Мысалы, қазақ тілі бірден-бірден айтқанда, аймақтарда мысалы ситуация жақсы. Одан кейін ойбай креативный индустрия бірден-бір бәле, бәрібір ана жаққа креативный индустрияға шынымен де. Одан кейін не бар тағы да? Мәселе көп. Мысалы, үлкен қалалардың призмасымен, несімен қараған кезде, айтып отқаныңыздай, заң қабылдайтын, проект орындайтын адамдар, министрлікте шенеуніктер болсын, депутаттар болсын, бәрі Алматы мен Астанада шоғырланған ғой. Енді мемлекеттің идеясын жалпы жүзеге асыратын адамдардың бәрі. Сондықтан да сол оторванность деп те ойлаймын да мен кейбір кезде. Біз үлкен, территориямыз үлкен, аймақтар үлкен. Кейбір, мысалы, батыстың адамдары шығыстың адамдарымен ұқсамайды бір-біріне. Мысалы, оңтүстік пен солтүстік ұқсамайды дейтін сияқты бір сөйлеу манерасы әртүрлі, дәстүрлері әртүрлі. Тіпті кеше ғана кіммен Әсет Ишан дейтін актер бар ғой, сол кісімен сөйлескен кезде жалпы әнді орындау манерасы да әртүрлі екен да әрбір аймақта. Мысалы, и сол кезде біз кейбір кезде осы бір-біріміздің нелерімізді түсінбейміз-ау деп ойлаймын да. Енді общий неміз бар, тақырыптарымыз бар, бірақ әрбір аймақтың өзінің бір приколюхалары бар деп ойлаймын да. И сол кезде біз мысалы Алматы мен Астананың призмасымен бірдеңелерді нақтылаймыз, аймақтарға кірмейді ол. Андайлар болады да, креатив хабтарда ашайық. Мысалы, күшті идея Алматыға. Ақтауға зачем креатив хаб? Кейбір кезде. В таких количествах, которые қазір там, мысалы, мемлекет хочет дейтін сияқты. О жақтың запросы басқа. Атыраудың запросы басқа. Петропавлдың запросы басқа. Дейтін сияқты. Сол кездерде мен ойлаймын да, мүмкін бізде осы бір өңірлік особенностьтар болады, соларды зерттемей жасаймыз ба деп ойлаймын мен кейбір кезде. Андай ұлттық идея нелер тақырыптарды дейтін сияқты. Әр аумаққа бөлген дұрыс деп ойлайсыз ба сонда? Бөлгенде емес, бөліп те керек емес, бірақ әрбір аумақтың өзінің бір нелері бар ғой, бір жаңа отличительный черта дейді ғой, соны минус емес плюсқа айналдырып. Енді ол өңірлерге сіз спикер болсаңыз мен жүргізе салайын. Бөлек аймақтарға қатысты мәселелер бар, бірақ бүкіл аймақты біріктіретін мәселелер бар. Жаңағы айтып отқандай ғой, балық басынан шірейді, бірақ оның құйрығынан тазалайды. Қоғаммен жұмыс жасап отырған институттар көп. Қазір өздеріңіз айтқандай жастардың да сауаттылығы артып келе жатыр. Саяси болсын, діни болсын, тағы басқа. Ол қоғаммен де әдемі жұмыстар келе жатыр. Бірақ не үшін, қалай, ол не зат қалып келеді деген сұрақтардың жауабы жоқ бізде.
жаңағы айтқан ұлттық идеология мәңгілік ел, оны көбісі түсініп отырған жоқ. Бізде жаңағы тілді көтереміз десе бәрі давай, тарих түзетеміз десе бәрі давай, қай өңірде болсын тағы басқа болсын. Иә, мәселелер бар жаңағыдай, солтүстіктегі бір қаланың атауын өзгертеміз деп оңтүстікте отырып айту оңай, бірақ солтүстікте болу вообще қиын деген сияқты. Бірақ ортақ біріктіретін идеялар бар. Жаңа айтып отырғанымыздай ұлттық идеология ретінде мәңгілік елді не үшін алды? Себебі бұрын біздің елдерді көршілеріміз ыдыратты. Соны ыдыратпау үшін бізде толерантты идеология болды. И сол идеологияны сақтап қалу маңыздылық болды. Сол үшін біздің ата-бабаларымыз батыр болды. Біздің ұлттық идеология осы территорияны қорғау болды. Қорғау, именно бала кезінен жеті атасынан бастап батырларды ұлттық құндылықтармен, жаңағы айтып отырған мәдениетпен, батырлар жырларымен не үшін тәрбиеледі? Шекараны қорғау болды. Шекараны қорғау деген ол тек найзаны алып кіру емес, ол идеологиялар. Мысалы, түркі заманында да білесіздер, жаңағы Күлтегін жазбаларын жазды, мир с 4 углов врагами полон был деп. Вот ол әзіл күнге шейін акты болды, өзекті. Біздің айналамыздың барлығы, я союзник болсын, я көрші болсын, я жаңағы жиын нағашы статусында, старший брат, младший брат, неше түрлі бағалар белгісе де, біз олардың идеологияларынан өте қатты сақтануымыз керек. Әсіресе тәуелсіздік жылдарында бізде болмай қалғаннан кейін еліміз бірінші кезекте экономика деді. Әлі күнге шейін бізде интернетте жаңағыдай Шыңғысхан қазақ болса басыңа мүйіз өсе ма, или Марста бірдеңе өсе ма деген секілді 100 жыл бұрын сол идеялар кірді. Дәл солай бізді руханиятымыздан алыстатып жіберді. 100 жыл бұрын жаңағы Құдайдан да алыстатып жіберді. Біз ілім ғылыммен, қазіргі күні сол тенденция әлі де бар. Біз бәрін қойып тек ғылым біліммен айналысу керек бізде. 100 жыл бұрын біз оны қабылдадық қоғам ретінде, бірақ 100 жылдан кейін тәуелсіздік алған қандай нәтижеге жеттік деген сұрақты қоюымыз керек та. Ешқандай себебі ол қазаққа жатпайды. Мүмкін ол Турцияда өтіп кетті. Турция 100 жыл бұрын оны әдемі қылып, міне Ататүріктің кезінде бір керемет елге айналды. Бірақ бізге ол керек емес. Біздің қазаққа ол маңызды емес. Жаңағы айтып отқандай ғой, ол ұлттық код деген, ол мысалы бізде қағида бар ғой, жаңағыдай сен өзің сүйіктісіңмен айналыссаң, сен бір күнде жұмыс жасамағандай сезінесің. Дәл сол сияқты қазақ өзін жаңағы бизнеспен айналыса ма, бір күрек ұстап жүре ма, бір жерде бастық болып отыра ма, мен ойымша олар өздерін бақытты сезініп отырған жоқ. Сондықтан да ана қуыс кеуде теориясы қоғамда өте өршіп тұр. Себебі біз руханияттан алыстап кеттік. Абай айтты ғой, анадан бала екі түрлі мінезбен туады. Біреу ішсем, жесем, көрсем, ұйықтасам. Болды, сол жеткілікті. Жаңа мен американецтер ұқсап киініп, немесе Европаның қымбат машинасына мінсем, мен бақыттымын деп ойлайды. Бірақ ол олай емес. Себебі екінші жанның құмарлығы бар. Көрсем, білсем, ізденсем, анау не үшін, мен не үшін өмірге келдім, атам не істеген, неге ол өйткен деген секілді, неге деген сұрақтарға жауап іздеп, рухани жауап алса ғана, ол өзін бақытты сезінеді. Бізде тәуелсіздік алған жылы ағылшын тіліне толтырып оқып тастадық. Бірақ біз түсіндірген жоқпыз, не үшін ол керек. Бәріне оқы керек болады, бірақ не үшін керек болады, ешкім түсіндірген жоқ. Бізде қоғамда қазір жастарды кінәлап бір түрлі жарлықтарды іліп жатыр, тәрбиесіз, тағы бірдеңе. Автобуста орын бермейді жас бала или қыз. Бірақ оған ешкім түсіндірген жоқ. Не үшін орын беру керек? Не үшін? По факту отырғызып қойып, сен былай осы бір мәселелер бойынша орын беруге керексің, міндеттісің деген. Оны ешкім түсіндірген жоқ. Одан кейін институттар бар, жаңағы айтып отқандай, мәңгілік ел болсын, рухани жаңғыру болсын, үстіден әдемі жоба болып келеді, бірақ астыға келгенде өтпей қалады. Не үшін? Кедергілер бар, ол тіпті бізде жаңағы әскерді дискредитировать етіп отырған мәселелерді көрдік бір жыл бұрын. Оның алдында біздің полицейлерімізді дискредитировать етіп отырған мәселелерді көрдік. Біздің үкіметті дискредитировать етсін, ол болмау керек деп есептемеймін, болсын, бірақ олар басымдылық алып тұр бүгінгі күні. Кез келген ұлттық идеология, жаңа тарихты көтеремін, мәдениетті көтеремін, қазақ елін көтереміз деген дүниелер ежелден бастап біздің елімізде тамырымен шабылып отырды. Себебі оларға Евразияда қайтадан бұрынғы біздің бабаларымыздың рухы, бұрынғы бабаларымыздың құрған мемлекеті керек емес, біздің әлсіз болғанымыз қажет. Сондықтан да сыртқы идеологиялар басымдылық алып кетеді. Оларда өте жаңа қалай айтамыз,
методика дейміз ғой, жаңа әдістемелік нұсқаулықтар бәрі өте мықты нетіп кеткен. Біз мына Совет одағының кезінде немқұрайлылық болды, тәуелсіздік алғаннан кейін экономика көтереміз дедік, идеология қалып қойды. Жаңағы айтып отырғанымыздай ілім ғылым деп отырып біз руханиятты, өзіміздің ұлттық кодымызды ұмытып қалдық. Қазір жастар білмейді просто не үшін күресу керек, тарихты қайтару керек деп біреу шырылдап жатса, ол бір іштей дұрыс қолдаймын, лайкын да басады, комментарий өзі бір жерге жеп, бірақ не үшін екенін түсінбейді. Біз осыны түсіндіріп жатырған жоқпыз. Ол бізге неге керек? Себебі сырттан түрлі идеологиялар кіріп жатыр. Біз қазір айтып отырған діни мәселелер тағы ол бір дінге қарсылық емес, оны просто идеологиялық қарсылық. Себебі ол мәселелерді біздің қоғамда былай да былай пайдаланып жатырған мәселелер көп. Оны саясатта да, экономикада да деген секілді. Сондықтан да мен ойлаймын, біз қоғам болып уже ояну деңгейіне келіп жатырмыз, жақындап жатырмыз. 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Бар әлі, бір 10-15 жыл бар әлі. Толыққанды ояну үшін әлі 10-15 жыл бар. Қатты келсем мына немен пікірмен, себебі кеше ғана тек бір пост тоже жаңағы соцсеттен шықпайтын сияқты. Соцсеттен шықпаймын. Бірақ адамдардың пікірлерін қарап отырамын, сол кезде біреу жазыпты да, жаңағы мына жақында ғана үлкен концерт болды орталық стадионда. Сол кезде жаңағы жазып жіберді. Біздің жаңағы нелеріміз дейді. Жаңағы еріктілер в рамках акции «Таза Қазақстан» убрали стадионда дейді да. Мен айтамын да, негізі таза Қазақстан концепциясы да енді жаңағы президенттің документін оқыған кезде ол күшті ғой, енді еліміз таза ұстау керек, біз тұрып жатқан жеріміз, үйін қалай таза ұстайсың, мемлекетін солай таза ұста деген кезде. Бірақ жаңа сіз айтқандай орта звено құртады да. Соны жаңа оқимын ғой, еріктілер үлкен концерттен кейін в рамках акции «Таза Казахстан» убрали стадион дейді. Я говорю, а что, акции не было, не убрали бы стадион? Бұл жерде әңгіме андай преподношение де болып тұр ғой, адамға жеткізуде болып тұр ғой. Ол жер ол акция болмаса да жинайтын еді. Просто акцентті соған беріп тұр да, былай қарайшы. И сонымен дұрыс жеткізбей тұр да. И содан кейін сіз сияқты оққан адамдар уже шағып алады да мына жерде. И содан кейін уже міне біздікілерге әйтеуір дым жақпайды деген әңгіме басталады. Осы жерде шынымен жаңа үлкен концертке барған кезде менің шынымен басым бәлеге қалды. Расын айтайын, осы жерде айтып бергім келіп тұр, кәдімгі көретін адамдарға да естісе деп тұрмын. Сторис салдым, Джоэл апым келіп жатыр екен, осындай, мне кезек деген сұмдық болды ғой, енді бай тұрсынықты аңғылдан басталып, мне Джоэл апыма осындай кезек, анау сөйтіп салып жібердім. Стористарды салып тастадым да, бірақ ештеңе ашқан жоқпын. Үйге барып қарадым. Сонша ақшаға алғаннан гөрі билетті осыны бір мұқтаж мұсылман бауырыңа бермедің бе? Ананың жалаңаш екенін біліп тұрып, мұсылман болсаң да бардың, ана жерде бір шешеңді деп тұрып жібергім келді мен сөздің ашығын айтқанда ше. Андай, при чем тут дін? Неге біз бәрін алып кеп дінге тірейміз? Неге дінге тірейміз? Анау штатив құлақ балды, болды штативке көтеруге болмайды. Неге? Дінде осындай жазылған. Осылай үш жігіт сөйлесіп отыр, осындай. Болмайды, неге? Дінде жазылған. Айналайындар ау, неге біз бәрін алып кеп дінді қиындатып жіберіп жатырмыз? Олай болмайды ғой. Діннен біз, мысалға, Аллаға шүкір бәріміз мұсылманбыз ғой. Просто осындай адамдардың арқасында біз адамды діннен алшақтатып тастаймыз да. Расымен де. Біздің, қарап тұрсаңыз, идеологиямызға, өзіміздің ұлттық кодымызға жаңа айтқан, мәдениетімізге, өзіміздің жаңағы болмысымызға жатқып көрсетеміз да. Просто мен мына әңгіме неге қозғап отырмын, просто өтіп кетті ана әңгімелер. Мен бит аузыма салып алдым да оны, бірақ жұталмай қалдым. Сөзін ашығын айтып, жұталмай қалдым ары қарай. И просто дінді өтініш қиындатпайықшы. Бүкіл нәрсені әкеп дінге тіремейікші. Расымен өзіміздің дініміз ислам ғой, Аллаға шүкір бәріміз мұсылманбыз ғой, мысалға. Бәріміз деп көп шашпай қояйын, енді жалпы өзім жайлы айтайын. Мен мұсылманмын, Аллаға шүкір. Бірақ қиындатып адамдарды діннен алыстап тастамайықшы. Болды, мен айтарым осы, әңгіме бітті мен. Осының подкаст аяқталды деп. Жоқ, негізі абзал ол жаңағыдай, мысалы діннен алыстатпайықшы, біз бәріміз мұсылманбыз деген сөздердің өзі үлкен бір сынға тап болады. Себебі қазір біз мына
еркін қоғам, жаңағы толерантты қоғам, зайырлы мемлекет деген дүниелер өте қатты көтеріліп келе жатыр. Сондықтан да біз бұрын басқа дінді ұстанғанбыз, немесе мүлдем дінді ұстанбағанды жақсы деген секілді көзқарастар бар, и олар жастар арасында кең насихатталып келе жатыр. Түсінесің ба? Бұрын оны біз үшін жат болса да, ол қазір кең насихатталып келе жатыр. Сондықтан біз қандай өзіміздің ұстау әдебіміз ол жаңағы рынок секілді ғой. Рынок секілді кімнің беріп жатырған ақпараты, кімнің аргументтері, жаңағы айтып отырғанымыздай біз жастарға сауатты контентімізді беріп отыруымыз керек. Оларда таңдау мүмкіндігін беруіміз керек. Оларға бір күштеп енгізу немесе керісінше күштеп бірдеңеден алыстату ол өте қате, себебі бұл қауіпке айналады. Бізде тіл мәселесінің өзі өте өзекті. Біздің еліміздегі манағы айтып отырған мәңгілік ел боламыз деген идеяны құлап тастауға тілдің де өзіндік әсері бар. Себебі тіл арқылы қазақ қоғамын екіге бөліп бір-бірімен қырылыстырып қоюға болады. Дәл сол сияқты дін арқылы да біздің қоғамды екіге бөліп бір-бірімен қырылыстырып қоюға болады. Сол арқылы біздің билігімізге де қысым жасауға болады, біздің өзімізге де қысым жасауға болады. Біз соны ұмытпауымыз керек. Ол біз үшін сенім, бірақ біреулер үшін құрал. Біз соны ұмытып жатырмыз. Сол үшін да біз қазақ жастарына айтып жатырмыз, біздің идеология мәңгілік ел болу, себебі бізге оны жасатпады. Ғасырлар бойы, мыңдаған жылдар бойы біз құрған керемет дамыған елдерді құлап тастап отырды. Қайта ол бірнеше рет қайталанып отыр. Сол үшін аталарымыз ежелден аңсап отты осы нәрсені. Енді ешкім құлатпаса екен, енді ешкім жоқ көп. Біз сол қоғам ретінде ол жаңа қандай діни көзқарас болсын, қандай тілде сөйлессең, қандай ұлт болсен, қазақстандық жалпы ортақ идеология мәңгілік ел. Осыны түсіндіріп жатырмыз, түсінесің ба? Қазақтарға да айтып отырмыз, біз біздің жерімізде түрлі діндер де болды ежелден бері, біздің жерімізде түрлі бизнестар да болды, архитекторлар да болды, басқа да ілім ғылымды зерттеген адамдар да болды. Ол бізде болу керек, бірақ солардың бәрін біріктіретін дүние осы шекараны сақтауымыз, чтобы сырттан келіп бізді бұзып кетпеу үшін. Сондықтан тілдік та, діндік та мәселелерде екі жақтағы жаңағы обе стороны дейміз, бірге отырып осыны естен шығармау керек. Қара, әңгіме мынада болып тұр ғой. Жаңа мен тағы да қайталап өтем, бәрі үшін демей ақ қояйын, өзім үшін айтам. Аллаға шүкір, мен мұсылманмын. Мен әлхамдулилля мұсылман емеспін. Мен Аллаға шүкір, Құдайға шүкір мұсылманмын. Мен иншалла мұсылман емеспін. Мен Алла қаласа, Құдай қаласа мұсылманмын. Мен өзімнің Алла берген, Құдай берген қазақ тілім тұрып, мен кешіріп қойыңыздар, арабтың терминдерімен сөйлей алмаймын. Себебі ол дүние маған жат. Расын айтқанда мен үшін жат. Мен өзім Аллаға шүкір мұсылман болғаннан кейін, әрине, дінің үшін кәдімгідей уайымдайтын кездерің де болады, дінің үшін шынымен де сөйлейтін кездерің де болады. Мысалға, сол дінді не құрылым қаншалықты қиындатып жатқанын көрген кезде, сол діннен адам, сол адамның кесірінен басқа бір адам діннен алыстап жатқанын көргенде, сен бәрібір күйінесің. Айтпасқа амалың қалмайды. Менің ойым осыда, бүкіл нәрсені дінге әкеп тіреп тастаудың қажеті жоқ. Бүкіл нәрсені діни көзқараспен қараудың қажеті жоқ. Жаңағыдай лупалвап, жаңағыдай діни көзқараспен қарап, жаңағыдай олай қажеті жоқ. Алла тағала еркіндік берді бізге, таңдау берді. Кімнің шынымен де дұрыс жасап жүргенін, дұрыс емес жасап жүргенін, оны бір Алла біледі. Кейбіреулер жүр ғой қазір, өкінішке орай жаңағыдай намаз оқымайтын адамның бәрін кафир деп. Мен айтам, кімсің сен кафир дейтін? Кімсің сен? Кім рұқсат берді ондай әңгіме айтуға? Сенің оқып жатсың намаз, хорошо, мен оқып жатқан жоқпын, жарайды, мен сен үшін кафир екем. Ал кімнің шын кафир, кімнің шын мұсылман екен, оны бір Алла шешеді ғой. Құдайдың алдына түспесейші сен деймін да. Осындай сөздерден кейін, сен түсінесің бе? Бізден, яғни менен, жаңағы ислам дінінен адам алыстайды. Осы үшін мен күйінем да. Әзекеңнің айтқанымен келісіп отырмын, себебі андай да. Сен қайта берші. Жоқ, андай да. Мысалы, енді бір сұрақ, жаңа діннің сұрағы да, ол мысалы сіздің көзқарасыңыз мынандай, жаңағы діншіл, аса қатты діншіл деп айтайықшы, ол жақтың адамдарының көзқарасы мынандай да, жаңағы оның өзінің пікірі бар, сіздің өзінің пікіріңіз бар, екеуіңіздің пікірлеріңіз бір-бірімен келіспейді де, сол кезде сіздер дейтін
қайсы кімдікі дұрыс кімдікі бұрыс екенін дәлелде бір біріңізге дәлелдеп отыра общий идеяны ұмытып жатыр деп айтып отырсыз ғой. То есть мысалы бізде иә бұл андай болу керек деймін де, қатты келісемін ол дейтін. Мысалы бізде қазір қазағың бар, орысың бар, қазақ тілді қазағың бар, шала қазағың бар деп айтайық. Мына жақтық бар, мына жақтық бар, нарудық бар, нарудық бар. Біз андай айтады ғой енді, рулардан руға бөлінгенбіз, рудан құралғанбыз деп айтады, бірақ соның өзінде де бөлініп кетеді ғой, отыр ғой, сен мына жақтықсың, мына жақтықсың. Жақсы, ол фактта уже бар. Ол фактпен просто келісу керекпіз уже бәріміз. Жаңағы арабша тілдермен сөйлесетін діншіл жігіттер бар, жаңағы өзіміздің қазақ тілінде сөйлейтін бар. Ладно, уже. Уже ладно, болды. Давай, міне басқа проблема. Хорошо, келістік, красавчиксіңдер сендер. Мына шашың бояйсың ба, молодец. Шашың боямайсың ба, вообще молодец. Мынандайсың ба, все, давай, ладно, бірге өмір сүрейік. Уже амал қанша. Давай, осы мемлекетімізді сақтайық деп тұрсыз ғой, примерно. Мен маған нелер ұнайды. Жазады ғой тоже, например, говорят, в Казахстане русских притесняют дейді ғой. И сол кезде орыстардың жазатындары бар ғой, көрдіңіздер ме? Капец, нас притесняют дейді. Заколебали эти казахи. Өзіміздің орыстар айтады. Өзіміздің орекең. Зовут на бешбармақ постоянно. Меня насильно берут, кормят бешбармақ. Сол кезде біздің вайп міне как будто осындай болу керек сияқты, да? Анда сол кезде мысалы ана орекең күліп тұрып, осылай қазақтың плюсын, біздің қонақ жайлығымызды, жалпы біздің дәстүрімізге сай нәрселер, жаңа қонақ кеше ғана сол жаңа Джейлоның мысалы барабанщигінді үйіне шақырып, мысалы маған қатты ұнады. Үйіне шақырып, просто бір жас бала, баскетбол ойнап жүрген бала, үйіне шақырып, бешбармақ беріп, бір мезгіл анау дейтін сарқыт пакетпен кетіп жатқан кезде міне дедім ғой, міне. Біздің приколюха, қазақтың приколюхасы деп айтамын мен оны, міне осы. Сол кезде жаңағы мүмкін уже жаңағыдай мына орыстар бар, өйстіп айтып жатыр, қазақтар қолдайды ғой жаңағы. Бір орыс жігіт қазақты мақтаса, қазақтарын қолдайды да оны. Одан кейін сол енді уже түсіну керек, біз бір мемлекетте, бір территорияда ешкімді ешқайыққа қуалап келмейді. Бар, отдельный индивидуумдар жетеді. Көп жетеді. Өзімізден де бар, ана жақтан да бар, көп ондайлар. Бірақ енді бәріміз енді бір қанша жылдан бері айтып келе жатыр, енді көп ұлтты, көп үлкен халықпыз, бір халықпыз біріншіден. Біз қазақпыз, бірақ в целом бәріміз қазақстандықпыз. Сол кезде бәріміз тату-татты өмір сүру керек деп ойлаймын мен. Жаңағы енді әрқайсымыздың өзіміздің ойымыз бар әрбір ситуацияға, бірақ ол на то и өзіміздің ой. Жаңа сіздің айтқаныңыз да өте күшті. То есть әрбір адам өзінің ойына, өзінің пікіріне қақы бар. И ол жаңа ғана нелер сияқты ғой. Постоянно айтамын ғой мен. Феминистические движения бар ғой, мысалы феминистер кеткен кезде. Соны жаңа айтып, вот осылай деп айтады да. Хорошо деймін. Нас права притесняют дейді, осындай дейді. Хорошо, мен сол кезде айтамын, но мынандай нәрселер бар, нет, ты не прав. Я говорю, подожди, почему ты действуешь как государство? Если ты вот прям имеешь претензии к государству, ты же бесишься за то, что у тебя есть другое мнение, да, но у меня тоже может быть другое мнение. Я могу не поддерживать это, но неге сен мен уже сразу тек қандай не қылып тастайсың, red flag. Мен мындай ойым бар, болды, просто келсек та сол оймен уже, болды, жақсы, ары қарай не істей берейік, сенің ойың ойың мынандай деген сияқты. Бізде мәселе былай да, мысалы бізде дамыған елдер, мысалы ақш текші жай мысалы ретінде, ақшты алып көрейік, олар өте көп жылдарға жұмыс жасайды, немесе Қытай 50 жыл алдын ойлайды деген секілді. Бұлар қазір үлкен идеологиямен айналысады кәдімгідей. Мысалы бізде қоғам неге үйреніп келе жатыр? Қоғам кім факт келтіреді, соның артынан ерем дегенге келе жатыр. Яғни сен бір нәрсені айтып тұрсың ба, сен дәлелің болу керек, ол приоритет. То есть соған алып келіп жатыр. Жаңағы мәселеде, дін мәселесінде менде өте көп контенттерді шығарамын. Сол кезде маған ренжіп жатырады да, бір менен дінге қарсы образды қалыптастырады. Бірақ мен дінге қарсы адам емеспін. Мен керісінше мұсылманшылықтың жанашырымын. Бірақ неге мен ол нәрсеге немқұрайлы қарамай отырмын? То есть құрсын, өзіміздікі ғой деп ауруын жасыратын өледі деген сөз бар қазақта. Осыдан 100 жыл бұрын біздің тарихымызда болған оқиғалар оның барлығы. Бізде жаңағыдай имамдардың жіберіп жатырған қателері жоқ емес, бар. Тіпті біздің ұлттық құндылықтарымызға қатысты мәселелерде де қателерді жібереді. Енді пенде жібереді, бірақ жібергеннен кейін біз оны сынап үйренуіміз керек қоғам ретінде. Және ол қателіктерді көзбен көріп байқауымыз керек. Неге? Себебі біз ананы жасыра берсек, ертең сырттан жай әшейін TikTok-тың өзінен
әлемнің басқа бір шетінен біреу отырып алып жаңағы фактімен әдемілеп жіберетін болса, біздің қоғам соған жетіп кетеді. Соның подписчиктеріне, соның артынан ерушілерге айналып кетеді. Ол бізге керек пе? Жоқ. Сонымен қоса жаңа айтып отырмын, ол біз үшін дін, біз үшін сенім, бірақ біреу үшін ол құрал ғой. Біздің жерімізде өзге бір жаңағыдай секталар немесе жаңағы қаншама бізде актілер алынып жатыр мына ұлттық қауіпсіздікке қатысты да. Мысалы өткен жылдың өзінде қанша 25 адам сотталып кетіп отыр. Жаңағы TikTok арқылы түрлі радикалдық ілімдерді насихаттап жатыр. Ақтауда тіпті бір жарылыс жасауға дайындық тоқтатылды уақытылы. Немесе жаңағыдай басқа бір елімізде запретке қойылып тұрған діни ұйымдар бар ғой. Бар. Біз оның бәрін мойындауымыз керек, және қоғамдағы жаңағы біздің діни жаңағы не дейміз, көсемдер, ұстаздар деп жатырады, молдалар деп жатырады. Олардың жіберіп жатырған қателіктерін қоғам болып сынауымыз керек, и соны қабылдау керек. Если біз оны істемесек, ертең бізге біреу істеп береді да, біз соның артынан еріп кетеміз. Сол тарихта болды. Соны түсіну керек қой. Мына бала қайда оқыған? Ақтөбеде. Жалпы енді мына тарихи фактілерге қарай тереңірек үңілсек, жалпы осы біздің жаңа енді фундамент болу керек қой, бір тірек болатын бір фундаментіміз ғой. Сол қандай бір тарихи сәттерге болсын, бір моменттерге болсын, бір факттерге болсын, біз жаңағы тіреліп тұрып өзіміздің мен постоянно айтамын, біздің мынандай қазақ идеологиясы деген сандығымыз бар, шаң басып кеткен. Ештеңе ойлап тауып керек емес, шаң түсіртіп кішкене сандықты ашу керекпіз негізі. Вот сол кезде енді тұрып қаламын, былай мимен түсініп тұрмын да, бірақ мен мысалы тарихи фактілерді білмеймін. Тарихшы отырғаннан кейін соны сұрағым келіп отыр. Қандай бір фактілерге тіреліп негізделсек болады? Мен мына мысалы бізде жаңа айтып отырғанымыздай, ең басында әлем жаратылып алғашқы бір империялар құрылып жатқан кезде оларда өте оңай болды. Олар қылышталады, барамыз, төлесеміз, кім мықты сол жеңеді, соңғы шындық, қалған келіспейтіндердің бәрін қыра саламыз деген секілді. Кейін бізде уже идеологиялар пайда болды. Олар тіпті қарусыз да идеологиямен жаулап алу мәселесі көтерілді. Ол әлі күнге шейін өзекті. Қазір енді біз экономика, ақша, технология деп жатырмыз, бірақ идеология қалған жоқ. Әлде оның өзінің несі бар. Мысалы, біз мәңгілік елді сақтау кезінде ғұн империясын қалай ыдырағанын біз түсінбейміз. Мысалы, ғұн империясы Қытай деректерінде Хунну деп аталынады. Мысалы, Хуннун өзі 500 жылдай қытайлармен соғысып отырды, және өте нәтижелі соғысып, Ұлы Жібек жолына жаңағы контроль жасап отырды. Үлкен 7 соғыс болды, кезеңдерге 6-ын жеңіп өтті да, бірақ соңғысында жеңілді. Неге? Қытайларда не технология пайда болды ма, қару пайда болды ма, немесе күштірек соғыса бастады ма? Жоқ, идеологиялық. Олар осы периодтың арасында өзінің қыздарын, жаңағы императордың сарайын, Шәнөйдің біздің басшылардың, қағандардың сарайларын, олардың қолбасшыларының жаңағы үйлерін толтыра бастады, балдарын тәрбиелей бастады. Сол арқылы Қытай жеңіп кетті. Оған фактілер өте оңай. Сол Мөде қағанның өзі 2 Қытай императрицасын алған, оның кейінгі ұрпақтарының бәрі императрицаларға үйленген, және де қасындағы қолбасшылар үшін ол бүгінгі айфон сияқты бола бастады. Жағдайы жетпесе де айфон хочу деген секілді. Олар да Қытайдың қыздарына үйлене бастады да. Қытай тарихында 3 үлкен императрица бар. Кәдімгідей Қытай халқы үшін тарихта қалып қойған сол заманда. Олар осы арқылы өзінің жаңағы қалай айтамыз енді, жиен дейміз ба, үйретіп тастады. Бауырмашылық, алыстар емес солар, саған не істейсің, оларды шауып, бағындырып, қинап, тағы жақындарын. Нәтижесінде Қытай, хуннуларымыз бірнеше бөліктерге бөлініп, кейбіреулері тіпті сол Қытайға сіңісіп кетті. Түркі қағанаты дәл сол тағдыр. Шыңғыс ханның империясын білесіңдер, қанша бөліктерге бөлініп, түбінде осындай. Ол неден? Ол жаңағы біз белгілі бір империяны құрғаннан кейін, қазіргідей мысалы Қазақстан тәуелсіз, біз керемет, біз бәрі дамып келе жатыр, тек осыны ұстап тұру деген кезде біз альтернативный, бәріне ортақ идеология жөнінде ойланбаймыз. Біз жаңағыдай міне дінге қатысты аналогия келтірейін. Кенесары қазақтың соңғы ханы деп насихаттай бастаған кезде
бізге жаңағыдай қармақты лақтырып жібереді, біз мына жақта қырғыздармен қырылысып кетеміз, мына жақта өзбектермен қырылысып кетеміз, жаңағы басын алған қырғыздар, бауырларын өлтірген өзбектер, одан орыстан қысым көрген екен деген секілді. Кенесары жөнімен қалып қояды. Кенесарының қазақ қоғамы үшін қандай реформа ұсынғанын немесе не істегенін ешкім білмейді. Көпшілік білетіндері азшылық қана. Қалған бәрі сол қырғыздармен төбелесіп жүр. Қазақ Кенесарының басын қайтаруымыз керек деп жүр, бірақ Кенесары туралы бір топовый 5 сұрақты қойсаң жауап бере алмайды. Ол біздің дерт. Қандай топовый сұрақ? Давай көрейікші. Ну, Тарам-парам-пам, бізде рубрикада. Сен Кенесары қазақ қоғамына бір жаңашылдық әкелді дейік, например. Мысалы, Қасым хан жаңағыдай көп миллион несі болды, халықты көбейтті, территорияны Керей мен Жәнібек туды тігіп фундамент. Кенесары не істеді? Кенесары бүкіл түркінің басын қосқысы келді ғой. Жоқ, Тек қазақтың емес ғой. Оның не істегісі келгені туралы емес, Нақты. істеген айтайық. істеген нәрсесі ба? Мен білмеймін, сразу айтайын. Мен Жоқ, білмеймін. қара, істеген нәрсесі ба Кенесарының? По факту. Так. Вот, көрдің бе? Мәселе осы жерде. Тұра. Ака мен кім басын алды десем, сен маған мынандай әңгіме. Жоқ, не үшін алғанды айтып беремін да? Иә. Мәселе сода. Ал жоқ, Сондықтан жарайды. бізде мына- Өзің айтшы, не істеді? жаңа ойымды аяқтайын. Дәл сол секілді вот Кенесарының аналогиясына қатысты біздің кез келген тарихи тұлғаға осындай мәселелер, удочкалар бар. Ол мысалы Исатай мен Махамбеттің да, жаңағы Абылайға қатысты мәселеде, тіпті қазіргі басшыларымыздың өзіне келгенде де осындай. Ол саяси технологиялар. Кезінде вот ұлттың арасынан Кенесары деген батыр шығып келе жатыр ма, оны халықтан ажырату үшін не істейді? Жаңағы нәрселерді лақтырады, болды. Кенесарының айналасына бірікпесін, мүлдем лучше ол разбойник болсын, бағынбаған біреу басын алған тағысын арнаны ауыстырып жіберу, ол саяси технология. Сол секілді міне жаңа айтып отырмыз, біз мәдениетіміз, тіліміз деп отырғанда біз әлі мына мысалы орыс мектептерінде немесе орысша үйрететін оқу орындарындағы әдіс тәсілдерді өзгерту, жаңа подач деген нәрсемен біз алысып отырған жоқпыз. Вообще. Біздер чисто жаңағы кім сөйлемейді, не үшін ол сөйлемейді деген нәрсемен ұрысып телефонды алып сөйтіп жүр. Ол жаңағы технология. Біз соны технология екенін түсінуіміз керек. Жаңағы міне дінге шабуыл жасап отырған кезде ол дінге шабуыл емес. Біз оны қоғам ретінде сынауды үйренуіміз керек. Манағы айтқанда, егер біз оны қазір істемесек, оны ертең біреулер бізге істеп береді, и оны өзімізге қарсы пайдаланып береді. Критическое мышление. Иә. Сондықтан да біз бұның барлығын қоғам болып жаңағыдай біздің жауларымыз бар екенін түсіну керек. Қазақ ешқашан бірікпейді. Қазақ всегда сатқын болған, ананы сатқан мынау сатқын, мынаны сатқан мынау сатқын деген секілді ақпараттар өте көп қазақ қоғамында. Біз одан арылуымыз керек. То есть кез келген ел өзінің тарихында бірігу барысында олар сыртқы жауды жасады. Жаңа Қытайдың мысалында да Цин Ши Хуанди билікке келердің алдында ол 1855 мемлекетке бөлініп, әр ауылы өз-өзімен қырылысып атты, шайқасып, мен императормын, болдым, маған сен әңгіме. Біріктіру мақсатында ол сыртқы жауды тауып берді. Ана ұлы қорған жаңа құрды да, міне мынаның артында өте жаңағы жабайы адамдар тұрады, мына жақта 10 күн бар, бұлар адам етін жейді, бұлар бетіне нетеді, жаңа жыландармен, жануарлармен деген секілді дүние арқылы халқын біріктіре бастады. Бізге сондай сыртқы жаудың образын қалыптастыратын уақыт келді. Біз оны енді әрине, біз оны жаңағы солтүстікте Ресей екен, немесе мына жақта Қытай екен, немесе ана океанның ар жағындағы ақш екен деп көрсете алмаймыз. Но идеологиялар ретінде біз көрсете аламыз. Бізде бар ғой сыртқы жау, Советский Союз пропаганда. Біздің вот сыртқы жау бәрі соны айтады. Мен келіспеймін негізі онымен де кейбір кезде. Себебі андайда плюсында минусында қарау керек деген сияқты. Бізде андай тек қана минус жоқ о жақта. Плюстар да бар. Бірақ біздің қазір әлгінге дейін мен андай любой нәрсеге тірек білген кезде, болды мына кеңес одағы бүйтті. Ал бүйтті, ал сөйтті. Кеңес одағында 70 жыл болдық. Оның жартысын өзіміз өмір сүріп тастадық. Оның жартысында біз не істедік? Кеңес одағының өзі болсын, олар өзектілігін жоғалтып отыр. Неге? Жоғалтып Біз қазір абзал екеуміз тіл, тарих, мәдениет деп кеңес одағымен соғысып отырғанда, қазір TikTokта мысалы трендке қандай видеолар шығып жатыр. Менің
5 класста оқитын балам маған бүгін гей боламын деп айтты. Ол мен қалай сөйлесу керек, не айтуым керек деген секілді мәселелер көбейіп жатыр. Немесе бүгінгі күні TikTokта трендке шығып жатыр. Ертең 20-30 жылдан кейін қазақ қыздарының 40-50% күйеуге шықпаған, жаңағыдай не дейміз, сондайлар болады. Иә, мен онымен келісемін. Ішкі проблемаларға қарағанда сыртқы жауымыздың образы уже актуалды емес. Иә. Неге деген сұрақ туындайды. Вам не кажется то, что күнде бір жаңадан бірдеңе шығып жатқан сияқты? Тез өтіп кетіп жатыр да? Слишком тез. Біреуін жасап бітіре алмай жатсаң, біреуімен алысып бітіре алмайтсаң, екінші шығып жатады. Оф, болды, енді мынаумен айналысайын деп жатқанда, болды, енді кірісейін деп жатқанда, білексің, үшінші шығып жатады. Слишком тез болып кетіп жатқан сияқты. Фокус жоқ. Иммунитет жоқ. Иммунитет жоқ. Сосын бұл ақыр заманның иммунитеттің жоқтығы ол тәрбиеден басталады, көріп отырсың ғой. Біздер мысалы мен TikTokта стримдер жүргізгенде қазақтың тарихын насихаттаймын. Тарихты насихаттап жатырған кезде маған түрлі топтың өкілдері, түрлі пікірдің иелері кіріп айтады, сен неге оны көтеріп отырсың, сен давай бізде жаңа дрон салу керек, завод салу керек, немесе жаңағыдай бір саяси қозғалыстарды тағы бас. Мен айтамын, жоқ, жігіттер, мына шымшық сойса да қасапшы сою керек. Мен жаңағы дрон заводына кіре алмаймын, себебі мен ешқандай ол туралы бір некомпетентный мен ол мәселеде, мен қалай кіремін ол жаққа? Иә, керек, салыңдар, дұрыс, ғылыммен айналысыңдар. Немесе жаңағыдай бір саяси қозғалыстар, діни қозғалыстар, дұрыс, айналысыңдар. Мен имам емеспін, діни бір пәтуа беретін мен мүмкіндігім. Мен тарихпен айналысамын. Не үшін? Тарих себебі жаңа фундаментті қалыптастыру керек, иммунитет. Яғни біздің аталарымыз бұрын Жеті-ата институт деген болды. Жеті-ата институты ол 150 жылдық тарих. Енді ол орташа есеппе алғанда, бір ата 25 жыл өмір сүрсе, жеті атаң 25 жылдан сенде 150 жылдық тарих. Әлихан Бөкейхан өзі мақалаларында айтқан, 100 жыл бұрын, когда сол сыртқы жаулар түрлі идеологияларды кіргізіп, олар алашордалықтар болып қоғамда артынан үйірту қиындап жатыр. Себебі әр жақтан жаңағыдай факторлар әсер етіп, алашорданың дискредитациясымен айналысып жатыр. Сол кезде олар айтады, Жеті-ата институты, біз бүгіннен бастап осы газетке Жеті атаны, шежірені, тарихты насихаттай бастаймыз. Жаңағы медицина ғылымдарымен айналысып жүрген Атырауда Халил Досмұхамедовке тарих жазғызық болды. Жаңа темір жол шолып жүрген Тынышбаев, Мұхамеджан Тынышбаев атам тарих жазғызық қойды. Жаңағы Жүргенов болсын, тіпті Әлихан өзі орман шаруашылығын бітіріп отқан, олардың бәрі тарихпен айналысты. Неге? Себебі тарих өте көп сұрақтың жауабын береді. Сен өзіңнің әкелеріңнің, аталарыңның немен айналысқанын білсең, сен өзің немен айналысатынын түсіне бастайсың. Саған не жақын екенін түсіне бастайсың. Әрбір мына білесіздер ғой, бұрынғы Совет одағының бір несі болды, андай идеясы, немесе бүгінгі американский мечта деген дүние бар ғой, жаңағыдай сенің қандай ортада, қандай білімің, тағы басқаң маңызды емес, сен жаңағы үйде итікшінің баласы болсаң да Америкаға келіп миллиардер болып кетесің деген сияқты удочканы лақтырып, оған миллиондаған адамдар келіп, олар тек қана жаңағы 1%, 0,1 нәрсе процентін көрсетіп, солмен салып жатыр. Қалғандары ше. Бізде де өткен бір 5-10 жылдықта болды, жаппай бәріне кредит алдыртып, түрлі бизнесмен боласын, тағы басқа деді. Бірақ бізде бизнестің коэффициенті мықты өскен жоқ. Себебі ол бізге көп келген жоқ. Бұрын балаға үйде Жеті атасын үйрететін. Кез келген әке, кез келген ата сол үйдің шаңырақтың иесі, тарихшысы, жылнамашысы. Олар өзінің Жеті атасын іліп қойып, қазір де трендке айналып келе жатыр. Көрсетіп отты, міне, мынау сенің Абзал деген атаң, ол мынандай соғысқа қатысып, мынандай ерлікпен көрінді. Мынау оның әкесі, ол вообще мүлдем мынандай болған, ол анандай. Бұл иммунитетті базаны береді. Яғни үйде бала мектепке қазір 6 жастан бара ма, бұрын енді ол 10-12 жастарда жаңағы ауыл молдаларына, тағы басқа да медреселерде, нелерде діни сауат ашып жүрді ғой. Діни сауатты ашпай тұрып, оларда фундамент болды. Оларда уже қазақ конкретно мәңгілік ел не екенін түсінеді, аталары не үшін қалай өмір сүргенін біледі, и уже діни сауат алсын. Тіпті Санкт-Петербургке барып, орысшаның идеологиясын отанына түссе де оларда иммунитет болды. Әлиханды айтып отырмын, жаңағы сояқта оққан біздің зиялылардың барлығы. Оларда иммунитет болды просто. Бізде қазір жаңа сен айтып отқандай күнде өзгеріс жүріп жатыр, жаңа ақпарат, жаңа идея, иммунитет жоқ.
ит сияқты жүгіріп кетеміз иә рас. мынау күшті айтып жатыр екен ғой дейді да кіріп кетеді. Мысалы иммунитет туралы енді жаңа фундаментті айтып отырсыз ғой, өзіміздің ата бабаларымыздың мысалы өміріне, жалпы әдетіне дейтін сияқты сондайларға негізделіп бала өзінің фундаментін құрды деген сияқты. Менде мындай ой бар. Жалпы идеализация бар ғой бізде, тарихи кейіпкерлердің идеализациясы бар, қатты. Бірақ әрбір адамның пендешілігі бар ғой. Сол кезде мен ойлаймын да біздің жағымда негізделгіміз келеді тарихи кейіпкерлерге, бірақ олар красавчик та, слишком андай. Мен әр подкастта айтамын оны. Бізде мысалы тарихи киноны қарасаң, әрбір қазақ тілге подвешенный да қатты. Мысалы мынандай қара күш батырларың келіп сөйлеп тастайды, болды. И сол кезде сен біздің қазіргі заманда қара күш балдарды қарайсың да, жоқ да, екі сөзді ұйқастыра алмайды кейбір кезде, сөйлегендері біртүрлі деген сияқты. И соны ойлайсың. Мысалы мен өзім ойладым оны бір мезгілдер. Ол либо идеализацияның проблемасы, либо реально біздің ата бабаларымыз красавчик болды. И біз чуть-чуть оларға не соответствуем, да? И сондықтан біздің фундамент шатки ма деп ойлаймын мен кейбір кезде. Себебі шынымен де ол, мысалы қарасаңыздар, бізде и неге әлеуметтік желіде негатив көп деп те ойлаймын еще. Осы причина бойынша. Бізде жалпы образдың идеализациясы адам баласының, қазақ қоғамындағы адамның идеализациясы қатты. Біз қазір мына жерден кейін подкастқа отырып алғаннан кейін сөйлегеніміз, мысалы өзара қазір камера өсінші сөйлегеніміз дейтін білядан кетеміз ғой. Камера қосылған кезде қолымыз да береміз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсылар ма деген сияқты. Сыртқа шыққанда, үйде қандаймыз, сыртқа шыққан бойда маскын киіп аласың да, болды, түрің мынандай, мысалы 30-ға келдің ба, 30-дан астың ба, вообще сен уже ел ағасысың да, моментально бүйтіп. Мен мысалы, мен уже мен 40-қа жақынмын да, мысалы, сол кезде құрдастарымды көремін ғой, бүйтіп алған бәрі. Я говорю, сәл бостаңдаршы өздеріңді, андай бір 30-дан асқаннан кейін обязаловка емес ол, қатып қалатындай деген сияқты. Костюм киіп, толстовканы шешіп, обязаловка емес ол деген сияқты. И бірақ ана мысалы китайцтардың ма, японецтардың ма, инь-янь концепция. Темный, белый, балансты болу керек деп. Бізде пока сыртқа шыққан кезде белый образымыз преобладать етіп кетеді да. Бірақ қара образымыз бар ғой, әрбіріміздің пендешілігіміз бар. Вредный привычкаларымыз бар, нелеріміз бар. Ол да шығу керек та. И біз оны қайда шығарамыз қазір? Міне. Ей, чорт, мынау битке ешкім ештеңе айта алмайды. Сол кезде мен ананы ойлаймын, жаңа мүмкін уже тарихи кейіпкерлеріміздің бәрін емес, бірақ андай нелермен не сияқты ғой, любой бизнестің несі бар ғой, не надо рассказывать мне про свои успехи, расскажи мне про свои ошибки дейді ғой. Вот мүмкін уже соны айтатын кезі келген шығар. Бізде мысалы ол міне жаңа ойлайсың да, прикиньте, жаңа Мұхамеджан Тынышбаев темір жолмен айналысып тұра, еще тарихпен айналысты. Прикинь, Қаныш Сәтбаев кен орындарды ашып отырып, еще идеологиямен тарих. Біз дейтін екі шаруаны одновременно істесең қуып кетесің қазір. И соны ойлайсың да, ай, блин, олар вот настолько красавчик, біз андай кішкене сәйкес емеспіз деп. Оның өзіндік себептері де бар. Біз себебі постколониалды мемлекет болу есептелінеміз. Біздің тарихымызды, біздің жаңағы айтып отқан нәрсе ғой, неге біздің бала 5-ші классқа барып отырған бала неге гей болғысы келеді? Себебі оған үйде ата-анасы белгілі бір тиісті фундамент базаны берген жоқ, а ол базаны тиктокта отырып, біреу отырып беріп жатыр. Немесе жаңағы Free Fire'дың ішінде беріп жатыр. Яғни оның уақытының основасы кетіп жатыр сол жақта. И бала өзі жаңағы 10-12 жасқа шейін қалыптаса бастайды. Мысалы мен жиі айтамын, сен көлдің жағасында тұрып, балаңа күнде үйде суға түспе, батасың, суға барма, батасың, кеше ананың баласы өйткенде айта берсең, ана бала судан қорқатын болып шығады, ертең суға жүзе алмайтын бала болып шығады, көлдің жанында тұрса да. Сондықтан үйде тәрбие беру. А біз үйде неге тәрбие бере алмай қалдық? Себебі совет дәуірінде біз қалып қойдық қой. Біздің ата-аналарымыз қалып қойды. Олардың идеологиясы басқа болды. Біз өскен кезде біз басқаша болдық. Олардың ең бір, мен айтпаймын, олар надан или бір жанашыр жоқ деген секілді. Олар керісінше қазір балдарын
платно болсын, тағы миллион болсын, несі оқытып жатыр, қарызға кірсе де, кредитін алса да, киіндіріп жатыр, жұрттан қалмасын. Балалар болса, сол барын жаңағы носки жыртық болса да баласын толтырып жатыр. Ол сол қоғамның сол кездегі ауруы болды ғой, былайша айтқанда. Жоқшылық заманын көргеннен кейін өзінің баласы оны бірақ руханият жағына ұмытып кетті. Манағы ішсем, жесем, кисем, ұйықтасам деген баланы өсіріп жатыр да, бірақ руханият жағынан жоқ. А неге жоқ? Себебі сен қазір қазақ деген атау қалай шықты, Житата деген не, Батырлар институты не, Байлар қарапайым Гуглға тирсең, саған беретін ақпараттың өзі өте шикі. Түсінесің ба? Яғни саған руханиятты берудің өзі платно болып кетті. Сен бір құнды ақпаратты алғың келсе, уже құны бар екен оның. Қарапайым қазақ оны көбіне ала алмайды. Ол мындай да, құны бар ақпарат болса жақсы. И то ақпарат болса, ақпарат болса жақсы. жақсы. Ақпарат сатып жатыр деген сияқты. Иә, ол ақпарат болса жақсы. Себебі тоже жақында ғана өзіммен бір не болды, бір запрос болды. Тоже бір подкаст айттым, кеше ғана отрезогын салғам. Не деп? Мысалы, тарихи сәттерімізді зерттей бастаймыз ғой, мысалы, желтоқсан желі болды, жаңағы алашордалықтар болды деген сияқты. Оның бәрі бізде мектепте қалады да. Бірақ кішкентай бала үшін мектепте оқитын, 18-ге толмаған, миға қалыптаспаған адамға ол спектакль да. То есть, мысалы, шынымен де мектеп, өздеріңіз мысалы мектепте оқыған кезде желтоқсан туралы айтқан кезде андай болды ма? Блин, Қайрат Расылбековтер, Ләззаттар осындай біздің еліміздің несі үшін күрескен деген ой болған жоқ қой. Бізге айтты оны. Бірақ іштей біз оны сезінген жоқпыз. Сондай мурашка болмады да. Біз не істедік? Жаңа, давай менде белый рубашка киін, басыма бинт твайлайын, мына жерге акварельмен қан жасайды да, и актовый залда біз спектакль ойнаймыз да, біз оны түсінбейміз. Енді есейгеннен кейін түсінгің келеді, ол запростарың пайда болады ғой. Іздесең жоқ. Ешқай жерде жоқ. Бір централизованный жүйе жоқ. Ол, мысалы, тарихи сәттерге айтады. Мысалы, музыкальныйда оқыдым, домбыра үйірмесінде. Мектеп кезінде болды. Қазір келіп мен домбыра түртсем да, бірақ андай жақында ғана, нотамен ойнау қалай екен деп есіме түсіп кетті да. Нота іздесем, нота жоқ. Мен, оказывается, мектепке баруым керекпін. Саз мектебіне барып, ол жақтан нота алуым керекпін. Потом, мына музыка, қазір любой Cardi B музыкасын табамыз, Apple Music'тан, Spotify'дан, Яндекс.Музыкадан табамыз. Қазіргі заман Қайрат Нұртастың әндерін табамыз. Тап-таза күй тыңдағыңыз келеді ғой. Аранжировкасыз, ударниксіз қайдан тыңдаймыз? Гуглға жазасың. Гуглдан 5-6 сайтта ақтарасын, ол ито сен конкретно күйдің атауын білуің керексің. Еще сен оның 5-6 версиясын тыңдап шығу керексің бірінші. Сол өзіңдікін іздеп отқаның. Мысалы, андайда Құрманғазының адайы самый расхайпованный күйі ғой. Одан кейін, мысалы, Қызылқайынды білмейтіндер бар деген сияқты Құрманғазының, бірақ біреу жаңа андай ғой, қазір мысалы, бір күшті артист тауып алдың да, и бір ән ұндап қалды, қандай әндері бар екен деген кезде сенде альбом тұрады да, бүкіл тректер тұрады, осындай жылдар шыққан альбомдар, анау-мынау тұрады. Біз мысалы енді мен музыкалкада оққасын білемін да, басқа күйлерді, ал кейбір балалар болады, мысалы Құрманғазын адайын біледі, Құрманғаз тағандай күй жаз десе білмейді. Қайдан іздейді? Орталық жүйе жоқ, ешқай жерде. Андай қорық жоқ. Шынымен де ақпарат. Онымен кім айналысу? Мемлекет айналысу керек па? Немесе біз айналысу керекпіз ба? Вот сон қайтадан осылай бір ақпаратты іздеп өзінен ізденіс пайда болған кезде уже ол жоқ ешқай жақ. Қайтадан қадалып қаламыз да. Қадалғанда енді сынды айта беруге болады. Негізі жаңағыдай ғой. Біз қоғам ретінде де біз өзіміздікін істеп жатырмыз. Иә. Мемлекетте өзінікін мемлекет ретінде істеп жатыр, бірақ каша болып жатыр. Ештеңе ешкім түсініп отырған жоқ. Потому что мотивация жоқ. Ұлттық идеология деген ол сол мотивация. Мысалы біз ойлаймыз, алашордалықтар олар аспаннан түскен жоқ қой. Иә. Оларда белгілі бір мотивация болды. Олар 905-те Қарқаралыға жиналды, көрді, қазақта проблема өте көп екен, соны уже все, жігіттер мынау болмайды деді. Болды, әрі қарай уже. Содан жаңағы айтып отырған медигіміз тарих жаза бастады, темір жолшымыз тарих, орман шаруашылық, енді тарихшылар болған жоқ демеймін, болды, но все-таки оларда мотивация болды. То есть біз міне қазіргі айтып отырған жаңа Қазақстан сияқты оларда уже мотивация болды. Но олар білді, что ертең оларды күтіп тұрған дүние нәтижелі болмайды. Шанс болды, бірақ енді тырысты дейік.
қозғаушы күш ретінде біздер тарихты алып жатырған жоқпыз просто. Қазір міне айтып отырмын ғой, біз қозғаушы күш ретінде ілім ғылымды алып жатырмыз. Бізде жаңағыдай тарихты айту керек деген кезден гөрі ілім ғылымды айту деген нәрсе қоғамда 2 есе, 3 есе, тіпті 10 есе қолдауға ие. Жаңа айтып отырмын ғой, не вот академик шығарды да айтты, тарих не істейсіңдер, все, давай ғылым, біліммен айналысыңдар. Шыңғысхан қазақ болса, Марста ағаш өсе ма, или басыңа мүйіз өсе ма, ол қанша сантиметр деп айтып бастады, ол қоғамға ие болды. Енді ол оны кез келген барған тойларына шейін барып, соны қайта-қайта айтып жүр. Ол не деген сөз? Ол манағы нәрсе. Сен Абайдың айтқан 2 мінезді қазағын қайта. Ол 100 жыл бұрын болды, бізді сондай қылып тастады, ілім ғылым. А Советский Союз неге құлап қалды? Себебі біз сол математиктерге бердік қой, бүкіл биліктің барлығын, ілім ғылымның бәріне бердік, Құдайдан да бас тарттық, басқа нәрседен бас тартып, не болып шықты? Қағазда бәрі өтірік болып шықты ғой. Есеп-қисаптың бәрі. Содан экономикамыз құлап қалды да. Яғни тәрбиесі салынған білім адамзаттың қас жауы деп баяғыда айтып кеткен сол аталарымыз да. Сондықтан екеуін қатар алып жүру керек. Біз оған келе алмай отырмыз қоғам ретінде. То есть жаңағы руханият, құндылық деп отырған адамдардың өздері күресу керек қажеттілігін түсініп отырған жоқ. То есть жаңағыдай мен өз шаруамды істеп жатырмын, өз кітабымды жазып жатырмын, моя хата с краю дейді, отыра береді. Бірақ қоғам болып, сана болып, бір адамды айналасына бірігіп, немесе бір ұйымның айналасына бірігіп, именно осы жаңағы айтқанымыздай интернеттің бәріне сауатты, сапалы контентті дейміз ба, жасауға ешкім аш. Мана Абзал айтқандай, қоғам рухани өте аш. Енді неге біз қорықпаймыз? Ертең сол аш қоғамға өзге жаңа құрал ретінде көретін адамдар өз идеологиясын тығып кетеді деп неге қорықпаймыз? Қорқу керекпіз. Себебі ол біздің мәңгілік елімізге, ұлттық қауіпсіздігімізге қауіпті. Сондықтан да мен айтам, ана интернетте жиі айтам, мына мысал ретінде осыдан қай жылдары бір 2009-10 жылдары ана ВКонтакте өте бір сондай болған дәуірде ақпарат қарасаң қазақша жоқ, ештеңе жоқ. Бір мен мұғалім болған кездерімде неде жаңа оқушыларға бір оқиға айтып берейін десем, қазақша дым жоқ. Содан алдық та біз уже шетел тілдеріндегі нәрселерді оқи бастадық. Жаңа ана Томас Эдисонның оқиғасы бар ғой, жаңа мектептен келеді, анасы осылай письмо оқиды, деген мотивация, мен ана соны мен алдымда ерінбей отырып қазақ тілге аудардып, жазып, бір пост ретінде қалдырғам. Бір күн болған жоқ, анау деген жаңағы подписчигі көп трендовый жерлерде атып атыр екен, кәдімгідей лайк не. Вот сонда мен ойладым да, неге біз соны жасамаймыз? Бір күніне бір нәрселерді аударып, айтамыз да істемейміз. Мотивация жоқ. Вот мотивацияны ояту керек, оған бір какой-то. Енді оның мотивациясы қазіргі заманда ол денежный мотивация ғой. Әрине. Ол денежный мотивация. Мен бір сұрақ қойшы Шыразыға саған. Сен ойламайсың ба жаңағы айтып отқан әңгімелерің, дұрыс, жаңағы қорқу керек деп жатсың. Осындай дүниелер болды, қазір осындай дүниелер болып жатыр. Сырттан ертең кіріп кетуі мүмкін деп жатсың. Қоғамның аш екенін бәріміз білеміз. Бірақ уақыт деп ойламайсың ба осы нәрсе? Уақытқа байланысты деп. Енді уақыт 35 жылда бізді қазір бөліп тастады. Жаңағы айтқандай қазақ тілді, орыс тілді, мұсылман емес, демократичный, не демократичный деген секілді бөліп тастады. Енді олардың уже базасы қалыптасты. Сен қазір Шыңғысхан қазақ деген әңгімені көтеріп көр интернетте, жаңағын бәрі жетіп кетті саған. Оларды сен бір дастархан басына отырғыза алмайсың. Әр қайсысының базысы, фундаменті бар. Болды, біреу діни окраспен Шыңғысханды жауыз деді ма, болды, сен оған қандай аргумент алып келсең де, қай кітаптан факт алып келсең де, ол оны қабылдамайды. Все уже. Сол секілді жаңағыдай орыс тілді адам, ол орыс тілді ақпаратты оқып алды, сен оған енді ғалымның тағы біреудің кітабын алып келсең де, ода уже жаңағыдай аргумент дайын тұр. Оны Америка заказбен жаздыртқан бізді құлату үшін. Оны жаңағы мыналар осындай саяси окраспен жаздыртқан, поэтому менікі дұрыс, мен өз мнениемді қалам деп ше. Ол деген поколениямен келеді. Абзал, дұрыс айтасың. Мысалы жаңағыдай Европаның дамыған елдерінде де түрлі наным сенімдердің, тілдердің адамдары тұрады, бірақ оларды поколениямен бірден қысым жасамайды, жайлап баласын үйрете бастайды, ол кейін немересіне деген. Бірақ бізде сол қазіргі бүлдіршіндерге білетін ортақ идеология жоқ болып тұр ғой. То есть ертең ол 25 жылдан кейін статус-кво сақталады деген сөз. Енді қара, мен бұл сұрақты неге қойдым?
ойланып қарап отырсаң, мысалға біздің президентіміздің айтып жатқан дүниелері қарап тұрсаң, билікте де жоғары жақта да аналитиктер отыр, көріп отыр, талқылап отыр, біз сияқты өстіп бір кабинетке жиналып әңгімесін айтып отыр. Мысалға енді қара, әрбір идеологияға қарсы тұру үшін сенде антиидеология болу керек, антипропаганда, яғни бір сөзбен айтқанда. Мысалға қара, біз мынандай дүниені естідік та әрқашанда, біз сендерге бәрін салып бердік, біз сендерге бәрін бердік, біз сендерге өркениетті алып келдік, егер біз болмағанда сендер әлде жаңағыдай киіз үйдің ар жағында жүретіндер деген әңгімені біз естіп келдік. Мысалға оның бәрін естіңдер, ол әңгімені. Мысалға и бұған сен анти ештеңе айта алмадың. Сен сияқты тарихқа жатып алғандар айтты, әңгіме жоқ, бірақ қарапайым халық бір анти жауап бере алмады қарсы. Себеп тарихты білмейді. Енді қара, мен бағана айттым ғой, әрбір пропагандаға қарсы тұру үшін өзіңде антипропаганда болу керек. 2022-де ма, 2023-де ма біздің президент тұрды, біз алтын орда ұрпағымыз деді. Жошы ұлысының тікелей мұрагері біз деді. Және менің бұйрығыммен осы алтын орданы, жошыны зерттеуге институт құру керек деді. Ол оны просто так бүйтіп, біз алтын орданы кіміз деп отырған жоқ қой. Ал алтын орданың тарихын оқитын болсаң, қазіргі қазақтың даласында 100-ге жуық қала болған. Сарайшығын алып қарайтын болсаң, сол кездегі алтын орданың астанасы Бағдаттан кейінгі екінші қала болған. Үлкендігі жағынан, көлемнен. Мысалы, Марко Поло айтқан, атпен бір күнде аралап шыға алмадым деген. Ана жақта кәдімгі сыртта дәретханаңда болған, іште бассейніңде болған, әрбір моншада кәдімгідей канализациясына дейін болған, су құбырына дейін, мысалға. И осы нәрсені қарайсың да, біз сендерге бердік деген дүниенің өзі, атам заманда болды да қазақта. Көрдің бе? Осы дүниені вовремя тықты да, түсінсің бе? Потому что біз уже совет өкіметін көрмеген адам, біздің поколение уже өсті. Ертең біз өзіміздің бала шағамызға бере аламыз бұл нәрсені. Келді, жаңағыдай 70 жыл жаңа Құдай жоқ деп өмір сүрді, үйтті. Мысалға 1905 жылы Қарқаралыда жиналған кезде петиция жазды алашордалықтар. Біз мұсылманбыз, және бізді мұсылман деп қабылдаңдар деді. Мысалға, оның барлығы жайдан жай емес. Және сол нәрсемен келді да, енді міне осы жақында президент айтты. Әр жақтың идеологиясын алып келіп тыға бермеңдер бізге деді. Өздерің бәрін құлақтарыңмен естіңдер ол әңгімені мысалға. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қанша жерден жаңағы тарих дейміз, басқа дейміз, тағы дейміз, бәрібір уақыт өзінікін алады. Просто қазір сол нәрселердің уақыты келген сияқты айтылатын. Одан кейін енді мысалы жаңағы институт Жошыхан андай да, мысалы антипропаганданың несіне, кеңес үкіметінің пропагандасына, то есть біз сендерге университет салдық, завод салдық, бүйттік салдық, біз оны көріп, ол сөзбен бірге еще визуально дәлелдеп тұр да бізге. То есть действительно білеміз ғой, там бүкіл қазіргі ұлттық вуздардың бәрі 34-ші жылы салынған, кеңес одағының кезінде. Мынандай театрымыз, да, мысалы қазіргі Мұхтар Әуезов театры Алматыда тоже 54-ші жылы салынды, 55-ші жылы салынды, биыл жылдығын, 25-ші жылы салды, биыл жылдығын тойлап отыр. И жаңағы осы кейін, ал мына бізде де қала болды, например, Алтын Орданың кезінде қала болды дейді да, көрейін десең жоқ да. Хотя сарайшық бар. Мен просто бірақ жағдайын көрдіңіз ғой олардың қандай екен. Мен мысалы Атыраудың жігіті ретінде спокойно айта аламын. Мен мысалы сарайшықтың жағдайы өте нашар. Неге? Біз оны бір андай бір кейбір кезде ойлайсың, зачем нам керуен сарай деген кезде давайте кішкене сарайшықты бір реставрацияға ма бірдеңе жасайық деген сияқты. Одан кейін мен мысалы кейбір уже архивті материалдарды рассекречивать етіп цифровизациялап шығаруды қолдаймын. Себебі маған жақында ғана мына мемлекеттік рәміздер күніне шығарған пост, мысалы мемлекеттік архивтің шығарған постын көрдіңіздер ме? Біздің тудың осындай варианттары болды негіз деген кезде, вот сол кезде мен біздің ту осындай екеніне тағы бір мәрте қатты қуандым. Тарихи көріп тұрсың да, вот осындай вариант болды. Мына варианттың да негізі бір смыслы бар, бірақ
визуально не то. Вот біздікі визуально күшті екен деген кезде, сол кезде оны сөзден бөлек еще бір іспен ба, бір материалмен ба дәлелдеу керек сияқты деп ойлаймын. Себебі енді бір қалды ғой жаңағы Марко Полоның мүмкін бір зарисовкалары қалған шығар деген сияқты. Солардың бәрін уже көрсете беру керек. Одан кейін оның бәрін жаңағы пропагандировать ету керек. Пропаганда дейтін ол тек қана сөзбен, контентпен немен емес, оның ісі көп қой. Мысалы Ресейге, Мәскеуде болсаңыздар, әрбір зданияда үлкен муралдар бар да, тарихи личностьтермен. Леонид Берияның муралы бар, QR кодымен, ән-міні. Бізде пока өкінішке қарай Бауыржан Момышұлы, Абай, Алматыда Әлихан муралын көрмедім. Мен Астанада көрдім. Астанада бар шығар. Және Ақтөбеде көрдім ғой деймін, Әлиханның муралын. Ол Әлихандық емес, общий Алаш. Алаштық, иә. И болды да. В основном Бауыржан Момышұлы, Абай, Бауыржан Момышұлы, Абай әрбір жерде мурал болсын, не болсын. И сол кезде ойлайсың, мен мысалы атырау жігіті ретінде Алматыға келген кезде мына жақта Исатай Махамбетті білмейтін адамдарға қатты қарным ашты. Мысалы бізде мстители Исатай мен Махамбет бізде. Исатай Махамбет оқулары болады, Махамбет күйлерінен жарыс болады. Мына жақта тып-тыныш. Бізде Мұқағали жарыстары болады. Мысалы, иә, бізде Мұқағали жарыстары болады. И соны жаңа ойлаймын да кейбір кезде. Неге? Жаңа біздің батырлар мыналар, мына жақтың батырлары мынандайды біз уже әрбір аймаққа бөліп тастағанбыз. Неге оны уже все уже максимально бүкіл Қазақстанға не істемейміз? Мысалы, неге мысалы Махамбеттің ескерткіші Алматы қаласында жоқ? Неге Райымбектің ескерткіші Атырау облысында жоқ? Осы сұрақты мен саған Ақтөбеде қойдым дейсіңдер ме? Неге Сұлтан Бейбарыстың мүсіні Атырау облысында бар? Неге Атырау облысында? Потому что Нұрмұхан Жантөрин Атыраудікі, ол Сұлтан Бейбарыстың рөлін сомдады. Бірақ ол Қыпшақ қой? Жоқ, Қыпшақ даласынан шыққан. Қыпшақ даласынан шыққан. Беріш. Хорошо. Неге мына жақта Сұлтан Бейбарыстың мүсіні жоқ? Неге мына жақта Сұлтан Бейбарыстың образдары жоқ дейтін сияқты. Сұрақ көп та. И сол кезде мынандай мелкий құралдар жетеді істейтін. Мурал салайық, давай. Просто қазір уже андай бір әдемі, мынандай бір нелерді емес, жаңағы таза қала дегендерді емес, давай уже потихоньку Сұлтан Бейбарыстың муралын салайық. Ау бетіңе көріп тұрасың, бір күні QR-мен өтесің, көресің. Мысалы Шымкентте болдыңыздар ғой. Шымкенттегі қалалық Арбаттағы мысалы маған Қыз жібектің муралы қатты ұнайды. Біздің культурный немізді тоже жаңағы ұлттық кодымыздың, мәдени кодымыздың бір белгісі. Қыз жібек эпосы бар. Қыз жібек эпосына біздің өзіміздің қазақ фильміміз кино түсірді. Сол постердің мүсінін алды да, сол постерді алды да мурал жасапты. Күшті. Сразу 3 точканы ұрып тастадық. Қазақ фильмді ұрдық, кино түсірдік. Өзіміздің тарихи эпос туралы нені түсірдік қой, түсірдік. Қыз жібек бар. Еще и актрисамызды Меруерт Өтекешеваның образын одан әрі қалыптастырып кеттік та қыз жібек ретінде. Все, кайф, сразу точкадан ұрдық. Давай басқа жақтан да ұра берейік осының бәрін деген сияқты. Дұрыс. Мен осы сұрақты былтыр бардым ғой деймін, мен қателеспесем Ақтөбеге саған, иә. Былтыр бардым. Сол кезде енді Ақтөбені аралап тұр ғой, мен көрсетіп. Ескерткіштерге апарды. Жаңағындай. Әбілқайыр хан. Жоқ, Ақтөбеде неше ескерткіш бар, соның бәріне апарды Ақтөбе қаласында. Расымен де. Бүйтіп ойландым да сұрақ қойдым саған, аз екен, тек 300-дерге қоя бергенсіңдер деген сұрақ қойдым мен саған, Абылай қайда? Райымбек қайда? Жаңағындай деген сұрақты мен саған қойдым ғой, есіңде ғой. Себебі шынымен де 300-дердің мықты тұлғаларына қойған әңгіме жоқ. Қойсын, ол әркім өзі біледі ғой, қай қала қойса да, кімге қойса да оны өздері шешеді ғой. Жалпы менің айтайын деген әңгімем, сізбен толықтай келсем. Мысалға, ар жақтағы кісіні мына жаққа да қойып, мына жақтағы кісіні болды. Уже себебі бір бұның бәрі, сен кіші жүзсің ба, ұлы жүзсің ба, орта жүзсің ба, маңызды емес. Общий қазақ бұның бәрі деген нәрсені жіберсең, ол әдемі кетеді. Және енді ауыр сұрақ қойдыңыз, енді барып көрдіңдер ма жаңағыдай Сарайшыққа, Сығанаққа деген сияқты. Мен Сарайшыққа да, Сығанаққа да, Сауранға да, Отырарға да барған адаммын. Шынымен жаның ауырады. Рас. Анау жолының өзі Сарайшыққа баратын. Білесіз өзіңіз, иә? Мысалға, Самарқанға бардым, Бұхараға бардым, Ташкентке бардым. Қалай жасап қойған керемет. Біздікілер как будто біздің тарих емес, және бізге керек емес сияқты тұрда, өкінішке орай. Және соның бәрін жасасақ, біз смело айта аламыз да. Міне, тұр.
бар да көр деп жатқан сияқты әңгімелер те. Сондықтан әлі тарих жағынан, идеология жағынан, пропаганда жағынан айтқанда да іспен әлі көп жұмыс істейді. Енді мысалы ол памятник деймін, мен сені әдейі Ақтөбеге апарған кезде бізде өте көп ондай ескерткіштер, өте көп. Енді біз ол ескерткіштерді кімдер салып жатыр, ол мәселен кім көтеріп жатыр, соған байланысты. Мүмкін ол Ақтөбеде Абылай ханның ескерткішін салайық деген бір мәселені көтеріп отырған қоғам белсенділері жоқ шығар. Бәлкім бар шығар. Мен ойламаймын оны бір әдейі белгілі бір трайбалистік көзқараспен, мында тек кіші жүз болу керек, или мына жақта тек ұлы жүз болу керек, басқаны салдыртпаймын. Менде вот как раз осы ой бар. Әлихан бізде вот қараңыз, Әлихан Бөкейхановтың елге қайтарылуы бойынша ешкім ол мәселені көтермеген осы уақытқа дейін. Официально солай жазылып тұр. Яғни біз ол ақталғаннан бері тәуелсіздік алған жылдардың өзінде оның артынан іздеп барған бірде бір адам жоқ. Біз отырып, неге бізде ол жоқ деп айтуымыз тоже дұрыс емес. Ақтөбеге келіп, пожалуйста, біз міне Абылай ханның несін қойғымыз келеді, бізде осындай мүмкіндіктер бар, ұсыныстар бар деп бір белгілі бір топ өкілдері оянса, оған қалай айтамыз, стоп қоятын нелері болса, бәрі келіп тұрса оны қояр еді. Ондай не жоқ. Просто мәселе мынада да, біз жаңағы памятниктер, кітаптар, тағы басқа деген кезде біз басты мәселені ұмытамыз. Біз ойлаймыз ғой, енді памятник арқылы тарихи бір құндылықтар, ол бізге береді, әсерін береді, сен бір қалаға келсең неге, бірақ ол көпшілікке емес. Мысалы, ол памятниктің қасынан күнде міне 20 жыл бойы жұмысқа туда обратно барып жүрген адамның өзі ананың кім екенін білмеуі мүмкін. Себебі бізде отбасы институты жоқ. Жаңағы айтып отырғанымыздай, интернетте түрлі шындықтар, түрлі идеялар бар, ол әртүрлі окраспен, бірақ оны кім беріп атқандығына қазір мәселе. Яғни біз ұмытып кеттік, что үйдегі бала бірінші кезекте ол ананың құлағына асады. Ол шын болсын, ол өтірік болсын. То есть үйдегі анасы или әкесі үйреткен дүния анақтан отырып басқа біреудің берген дүниясымен салыстыруға келмейді. Мысалы, біз мектептер қазір ойбай современный жағдаймен мектептерді салып жатырмыз, мұғалімдердің квалификациясын арттырып жатырмыз, бірақ біздегі оқулықтар, тағы басқалар бәрі бұрынғы. Енді қара, интернетте қандай пропаганда? Сен мектептегі мұғаліміңе қара, анау бейшара кредитке толып отыр, ол саған не үйретеді? Үйретпейді ол саған ештеңе. Немесе жаңағы богатый папа, бедный папа, сен папаның әңгімесін тыңдап көрші, бұл деген санасы таяз, ол не үйренесің деген секілді идеяларды сындыра алмауымыз да болып тұр. Біз соларды сындыра алмаймыз да, ана кішкентай бала ойлайды, ой, мен мұғалімім не үйретеді, мынаны үйрете алмайды, шында да тупой, өзі машинасы да старый, үйді қысқа, кішігірім, шында маған ештеңе үйретпейді дейді да, жаңағыдай шетелдік бизнесмендер немесе манағы айтқанымыздай ақша, финансовый дүниеларға акцентті көбірек беретін адамның артына. Себебі ол еще и білім жүйесінің проблемасы ғой. Себебі ол енді жақсы бір әлеуметтік жағдайына қарамай-ақ қояйық, мысалы мұғалімнің әрбір адамның өзінің әртүрлі әлеуметтік жағдайы бар ғой деген сияқты. Бірақ мысалы мен әлі күнге дейін қарағым келіп жүрмін, мектептегі информатика сабағының несі қандай екен деймін да қазіргі, содержаниесі қандай екен. Деп жатса болды, біз қалып кеттік. Если пуск стандартный пейнт болсақ, біз қалып кеттік уже деген сияқты. Одан кейін енді жаңағы богатый бедный папаны айттыңыздар. Мектепке барған кезде Достоевскийдің идиотын оқимыз, Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқимыз, қан мен терді оқимыз деген сияқты да. Пока оның миы дайын емес. Мысалы, қан мен терді маған мектепте не үшін оқытты деген менде сұрақ болды. Жақында ғана оқып шыққан кезде өте ауыр кітап қой. Ауыр кітап. Мазмұны бойынша өте ауыр анау деген. Соны ол маған 7-8 оқитын балаға зачем? Ол кезде қазір сонымен қинайды да, мысалы мектептік жүйеде. Реально, зачем ол маған? Абай жолы да маған негізі мектеп кезінде пока керек емес. Менің миым дайын емес оған. Реально дайын емес. Андай кейбір кітаптар болады ғой. Мен мысалы, неде айтам, постоянно айтам. Какая твоя любимая книга деген кезде 20 жасар қыз отыра, Шантарам дейді ғой, айналайын өтірік соқпашы деймін. Шантарам өте қиын кітап. Анан түсінуге кішкене нең керек? Өзің дайын болуың керексің. Мен 3-4 рет өзім тупой адам санамаймын. 3-4 рет оқып мен оны түсінбеймін, тастап кеттім. Қайттым, пока дайын емеспін деген сияқты. Сол кезде неге мектептерде мысалы андай бір кейбір бір нелер бар ғой, бір определенный программалар бар ғой, осы неге сәйкес, осы возрастқа сәйкес.
музыка сабағын айтайық. Музыка сабағына келгенде қазір бәрі мысалы ол да бір үлкен направление. Кей-поп бар қазіргі, мысалы поп бар, там электронный музыка, анау мынау бар. Оның бәрі енді қазір жастарға, кішкентай балаларға жағымды музыка ғой, мысалы құлақтарына. Ол да бір тарихи направление ғой енді музыкадағы. Неге тек қана Бетховенді оқимыз? Неге Бахты оқимыз? Неге? Давай тоже оны уже бейімдеу керек. Тоже кей-поп как направление, рок как направление, электронная музыка как направление. Онда да уже музыка сабағында үйрету керек, как будто бы. И сол кезде әдістемелерді қарайсың да, мектеп білім жүйесіндегі, олар действительно кейбір нәрселер қазіргі заманға сай емес. Жаңағы айтып отқандай ғой, чат GPT-дің заманында Paint үйретіп жатсақ болды, біз қалдық. Жаңағы бағана әңгімеңіздің ортасына оралайыншы. Оқиым маған керек емес деп жатсыз ғой. Мен бір әңгімеге негізі соңғы кезде ойланып жүрмін, сөздің ашығы. Менің бір жақсы танысым бар, жақсы араласамыз, Азамат деген жігіт менімен бірге сұхбатқа келіп отыр. Сол айтып берген маған. Иә. Мұхтар Әуезовтің Көксерегін оқыдың ба дейді. Я, оқыдым. Кезінде оқыдым деймін, кәдімгідей соңында жаңағы ақ қасқа еді, иттің аты кім? Сол барып екеуі көксерек тауып алып, соңында быт-шыт болып қырылып сөйтеді ғой мысалға. Бізге ол жақта нені берді? Мектепте оқып жүрген кезде бізге мына нәрсені берді да, қасқыр мен адамның жалпы отношениесі, қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұйтқа мысалға келді. Сосын жаңағы Азамат деген жігіт айтты маған, өзің отырсың ғой, айтып берші сол әңгімені сен. Иә, жиі айтатын әңгіме негізі мына ұлттық идеология дегенде да. Вот, например, біздер айтамыз, біз жылқыны ең бірінші үйреттік, әлем жауладық. Біз темірді ең бірінші балқыттық, біздің қарудың өзі қазіргі технологично дамыған. Баяғы кезбен салыстырғанда біз әлем бойынша передовой болды. Ата-бабаларымыз ежелден табиғат зерттеген, жаңағы айтқандай жылқының мінезін қараған, қалай олар көбейеді, қаны қалай араласады, жетатан былай керек деген секілді көп тамырлары келеді. Дәл солай олар ежелден қасқырдың мінезін зерттеген. Біз енді қасқыр деп қате айтамыз, оны негізі бөрі деп айтқан да. Біз бөріден нетеміз. Сондықтан да оны ежелден зерттеп қарап олар көреді. Біз жылқыны да қолға үйрете аламыз, бүркітті да қолға үйрете аламыз, аюға да велосипед айдата аламыз, бірақ қасқырды бағындыра алмаймыз. Қасқыр өте бір мықты жануар, оны қанша қолға үйретсең де ол қырсық мінез, ол өзінікінде тұрып тастайды, және ол тек жаман жағынан емес, олар өте әділетті болған қасқырлар. Сонымен қоса енді кейінгі жылдар дәлелденді ғой, оның табиғаттың тазалаушысы екендігі. Мысалы ақш-та үлкен зерттеулер өтіп, жаңағы бір заповедниктен қасқырды алып тастағанда, ана заповедникте Йеллоустон емес пе сол? Сосын қайтадан 14 қасқыр алып барды. Одан байқаған қасқыр әлемнің табиғаттың тазалаушысы, өте бір әділетті, өзін мықты ұстайтын, өзінің құндылықтарына, жаңағы принциптарына тақанса барады. Яғни Бауыржан атамыздың айтқан сол ғой, намысты нанға сатпаймыз біз, болды. Қасқыр мінез қазағым деп сондай адамдарды айтуымыз керек. И бұрын ата-бабаларымыз ежелден сол қасқырдың идеясын өзіне алған. Яғни сіздер білесіздер, түркі қағанатының құрылуының өзінде жаңағы ханзаданы болотаға тастап, оны жаңағы қасқыр тауып алып, екеуінен 10 оқ будун түркі тайпалар, біз түркілер қанымыз аралас дегенге секілді. И сол идеологияны мына Совет одағының кезінде сындыруға тырысты. Себебі көрді, мыналар қырсық. Жаңағы Мұхтар Әуезовтің жазып кеткен Көксерегіндей біз бұларды алып келіп, оны жайғастырып, жаңағы сүтін беріп, тамағын беріп, жағдайын жасап отырсақ та, мыналар сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Әуезов оны керісінше келтірді ғой, жаңағы тиынның екінші жағы. Сен оны үйде апанынан алғанда да сен бауырларың қырып тастадың. Сен оның өзінің табиғатына, құндылығына, көзқарасына жат ортаға алып келіп, өзіңнің заңдарыңды пихать етіп жатсың намеренно. Сен одан сұрап жатқан жоқсың, бұл саған керек па, керек емес па. Сен бұны күштеп тыққың келіп отыр. Қасқыр ол қанша нетсе де ол өзінің несінде тұрып тастайды. До конца, соңына шейін деген секілді идеяны берді. И Совет одағының кезінде көп территория түркі халықтары болды. И ол жалғыз қазақта ғана емес, ол түркі халықтарының көбісінде осы қасқырдың ежелден тотемі түрлі аңыздарда сақталған. И олар жаңағы қасқырдың тектілігі, мықтылығы, тазалығы, әділет
қабілеттілігі, оның бәрі сақталған. Бұлар оны теріске шығаруға тырысады. Содан Совет одағының кезіндегі ең танымал балақайларға арналған мультфильм ол «Ну погоди», например. «Ну погоди», бір қасқыр қоянның артынан басынан аяғына шейін жүгіреді, үнемі темекі шегеді, арақ ішеді, бұзақы, үсті албасты қарауға болмайды, анадан үлгі алуға болмайды. Яғни қоғамнан, балақайлардан қасқырға деген алыс образды қалыптастыру керек. Үлкендерге не бер, жыл бұл пес, орманда бір мұрттарды жеткіліксіз, то есть бір қасқыр еперсіз ішіп алған, үнемі бір жалғыз өзі орман ішінде тоңып, өсіп, өмір сондай неде жүріп, оған бір ит келіп көмектеседі, өйтеді. Немесе қазіргі күнге шейін ана мультфильмдерінде әлі көрсетеді ғой, Маша и Медведьте де бір екі қасқыр отырып алып, қуып өзіне. Ол уже неден пайда болды? Сол бізді алыстату үшін. А қазір тәуелсіздік алғаннан кейін үйто біз 20-30 жыл енді байқау бастадық, уже адамдар өзінің авасына сала бастады, қасқыр мінез, қазағын тағы басқа. Ол өте керек дүние. А жаңағы мультфильмдерді олар не мақсатта салып отыр? Соны біз ойланбаймыз. Не керек ол бір мультикке сондай образды қалыптастыру? Сонда Мұхтар Әуезовтің Көксерегі не туралы? Жаңағы айтқандай, қасқырды өзінің бауырларынан ажыратып, бауырларын қырып, өзіңнің үйіңе әкеліп, өзіңнің ережелеріңмен өмір сүруге сен заставлять еткің келді. А қасқыр ол қасқыр. Аллегория. Біз Көксеректің образында қазақ туралы айтып отыр ғой. Енді қара, ол соны мектепте мектепте беріп жатыр. Мен мектепте оны оқыған кезде мен қасқырды оқыдым. Мен қазақты, қасындағы бауырларын көрген жоқпын оның. Мен қасқырды оқыдым. Келеді да жаңағы соңында әйтеуір барып өлтіріп, сөйтіп. Ал сосын Азекең айтқаннан кейін мен тағы оқыдым Көксеректі. И уже мен ананы басқаша түсіндім да. Қарап тұрсаң. Маугли көреміз ғой, ананы оқып жатқан кезде. Мен мысалы маған айтқан кезде мен образымда Маугли болды. Вот Мауглидағыдай образдардың бәрі, и сен действительно не деп не очень волк, не істесең де бағындыра алмайсың деген. Шынымен де аллегория осындай болды. Осымен бүгінгі подкастымызды аяқтайық. Менің ойымша бірінші бөлім деп айтуға болатын сияқты. Себебі осы составпен тағы да бір подкаст керек сияқты. Сөйлесіп отырып талқыланбай қалған тақырыптар өте көп, ары қарай зерттейтін тақырыптар да өте көп. Мұхтар Әуезовтің Көксерегін қазіргі уақытта, қазіргі ересек миымен оқып, түсініп көріңіздер, сосын бар бізге осы жерге пікір ретінде комментарийға жазыңыздар. Рахмет, Абзал мырза, Азамат мырза. Бізде нелеріміз бар, естелік теріміз бар, осы подкасттан беретін. Соны жаңа осы бүгінгі болған қызу әңгімені осы пакеттің ішіндегі нәрселеріңізді қарап еске түсіресіздер. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Осындай ағартушылық, қоғамды оятушылық бағыттағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет. Мен қосыламын.